Adam şın göğülden külse 10 yılga jasarады дейді. Biz sizlerde 2 gün güldürüp böbedey kılıp taslayımız. Hazil keşemizde tek kana canlı külküden faydalanıladı. Dep külseniz de buladı. Olay bolsa biz sizde kütemiz. Jora, olar kütөтүндө менде жагдай жок. Оған акча керек. Men konsertni kutib qolamiz deb atırman. Күтеміз ава. Qani ketdik. Неме? Бірақ дастархан жаймаймыз ал, соны айтып қояйын. Aziz külgüge kumar halkımızda 31 Mart 1 April günleri saat 15:00 hem 18:00'de Berdaq atındagı Qaraqalpaq Mamleketlik Akademiyalık Muzikalı Teatrına online külgü adlı şov konsertimizge mirat etemiz. Maglumat üçün telefonlar 97 kodu menen 353 3083, 99 kodu menen 959 3083. Informatsiyalık qavundir Nukta.fm radiosu ham Jastlar TV teлеканалы. Hazil külgü bizden. Konsertke қалмай келу. Sizden. Ne deyip dursan? Apana aparıp verdim o kaçtan. Niyetliyimiz. Bakın siz bir herkes olmalı. Тоғыз, сегіз, жеті, бес. Алтыға қойыпты ғой. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Сіздер бір зат шығады деп ойладыңыз ғой, я? Bizler tek артқа қарап санап үйреніп атыр бедік қой. Ayna qaytalaydı өзіңді, шойтып алма күлгіші бар жүзіңді. Сәлем берсең али алар адамдар, күле шырайы қуантады жүзіңді. Жел
Күзде балдыздай жиын табысқан, әзіл дәлке халқымызға туысқан. Бір-біреуді ғыдықламай күлдірер, орталықта әлпі жақсы алысқан. Бахаха, бахаха шау жігітлері күлімлер, әзіл сөзін ұсынады бірімлер. Тәшвишлерден уақыт тауып жақсылар, қай күнде де қайғы білмей күлімдер. Тәшвишлерден уақыт тауып жақсылар, қай күнде де қайғы білмей күлімдер. Бахаха, бахаха, уахаха, 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 бахаха. Бахаха, бахаха, уахаха, 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 бахаха. Пожар, қашыңар! Қаш! Ей! Өшірмін, түтеп атырын ау! Не қуатсаң бермей шықса? Бірақ түтеп атырын өтіне жағына қара. Өзі сондай. Эффект сондай, эффект. Эффект қол мұнау. Эффект қол. Эффект деп айтпайсыз ба? Мен жарым шып көттігі өтіне батқан шығарды. Бақ? Сәлемес. Ассалаумалейкум. Не қайт? Не қайтса? Соны айтпайсыз ба алдынан? Сонда түтін деп. Сәлемес. Ассалаумалейкум деп атырмыз. Сенде құрдан-құр нерің шыға береді бірден? Құрдан-құр нерім шығып атқан жоқ мен. Сіздер екіңіз кеше үйде өзім ремонтлап беремін, біздер ремонтлап береміз, шпакулекпен жақсартамыз, ұлыма тартанбағансыз. Шпакулекпен теп-тексет тартыға. Теп-текс емес, тегіс, ондай болмайды. Қандай болады? Тегіс деген... Міне, мына қызымыз мінекей, теп-тегіс ол бетіне шпакулек тартып қойып беремін. Сондай болады тегіс деген. Балағу! Значит, шпакулек тартып жүрген балалар болады. Қой, олай болса мына келген тамаша көйлеріменен бір жақсылап сәлемесек те. Ассалаумалейкум әзиз, құрметлі меймандар. Бәршеңізге, Бахаха шоу жігітлерінің онлайн күлкі атлы күлкі кешесіне қош келіпсіздер әзіздер. Және бір мәрте ассалаумалейкум әзиз, Мұрат, Мақсет. Ағайлармен танысып жатырмын. Ағайлар мына бәрі біздің ағайлым бәрі. Міне, қара. Бүгін бек жүретін қызым келген ғой концертке. Міне, мына жүретін қызым. Қасында еңбектейтін бала, анау қасында кеше яғына тұрмын. Бұл ма семейный деген, Не, ағайлармен сәлемдесу керек пе? Мен де сәлемдесейін. Міне, мына қапталдың мына яғы бәрі біздің ағайын. Мынадан мына яғы біздің ағайын. Ассалаумалейкум, ей туысқанлар! Берекеттап барсызлар ма? Қойды. Мақсат аға, мына жаққа шығын біздің ағайлар мына Тота, Мақсат орында отыр, Мақсат қимылдама. Біздің дайы анау. Сен дайын болса біздің сестраң байы анау. Мен өзім билет беріп қойған ма? Мен де бір билет бердім ғой. Екеумізде 2 билет алдым. Жігітлер, ағайын таласуға келдік пе? Онан да халыққа өздеріміз таныстырайық. Қазір халық әмі ойлап отырыпты. 50% ойлап отырыпты. Не деді? Мына екеу кім екен деп отыр. Ойбай. Қалған 50. Қалғаны ойлап отырған жоқсыз. Яқшы. Онда мен өзім таныстырайын, я? Таныстыр. Менің атым Баха. Толық атым Бахадыр ғой. Менің де атым Баха. Толық атымды айтшы сен. Бақтия. Айттым ғой сен. Менің атым Баха менің. Толық атым. Енді Құрбақа дей берік енді. Болды? Баха, Құрбақа. Құрбақа емес менің атым. Менің атым Баха, Құрбақа дей берік. Енді Құрбақа дедік қой. Құрбақа емес? Менің атым Баха, Құрбақа дей берін деп отырмын. Енді Құрбақа дедік пе? Енді Баха дейік пе, Құрбақа дейік пе? Қош, Тасбақа дей қойшы бұл. Енді міне келген мейманларда ойланып отырған шығар. Неге онлайн күлкі деп қойды деп тұр ма? Кім қойды өзі? Кім қойды өзі? Мен қойған. Сен бе? Мен. Онда өзің түсіндір халыққа не үшін қойдың? Мен оны психологически ойлап қойдым. Түсіндірсе? Енді былай болды да ол. Түсіндір. Мына адамдар жұмыстан шаршайды. Нервтары бұзылады. Сол нерві бұзылған нервін онлайн деді. Онлайн деп қара. Онлайн деді. Мына күлкілер бұзылып кетті. Дейтін болды. Соларды онлайн дедік оны. Сол ана онлайнға мына онлайн деп онлайн. Түп, мына кім қойды мына.
Endi yigitlar, o'sha mene muqaddas sahnada qanday ustozlarimiz rol o'ynamadi. Qancha mene bizning do'stlarimiz, ağalarımız konsert bermedi deysiz. To'g'rimi? Bizi klassning bolalari bermedi konsert berdi. Ey, qo'ysa. Masalan mene Bahadır Razımbet keşe dekabrda 3 kun konsert berdi. Ол ешкап. Мақсат Өтемұрат 7 күн концерт берді ғой. Бұл несіне мақтанады солым? Несіне мақтанады сол? 7 күн концерт деп жүре алдыға кеп айтып қойсың. Біздерде бұл концерт бере алған жоқ ешкім. Қалай? Бізде 2 ай қойып жатырмыз. Қарашы, 31 март, 1 апрель. Март, апрель. Тура айтады. Енді жігіттер, енді концерттің басылап жатырмыз ғой. Bir tanыс бар еді, кіргізіп жіберейінші. Сондай. Осы баланы осы таныс дегеннен күйдіріп тұр адам, біздің ағайлардың бәрінде билет алып кіріп отыр ғой, қойса береді. Ол шоу-бизнестің адамы. Шоу-бизнес болса өзіміздің адамдар. Бір-бірімізге құрмет. Кіргіз. Кіргіз. Берекетті. Адамдар қапады. Жоқ қыл мынаны. Кім бар, ап кет мынаны, жоқ қылын. Шығар жіберсем мынаны. Шық. Ұрайын десең, тасам жоқ екен жерде. Самса сатып сөйлесем бе? Пирашки сат. Сен жаңа шоу-бизнестің адам демен ғой сен. Енді қарамайсың ба? Шоу жүріп бизнес істеп жүр ғой енді. Бизнес шоу деген бірақ маған. Не? Бизнесі шоу деген демен. Енді мына бүгінгі міне Бақаға шоу театрын ашу аңсат болған жоқ, азиздер. Дұрыс. Аңсат болған жоқ. Бұл театрды ашу не деген қиын болды. Көп адамдар қояла деп кетті. Біреулер ашамыз деді. Соның біреуі мына Мақсат Юмірбек. Мен ашаман деп шықты ғой. Атылып шықты. Ашалған жоқ. Бердақ Қалибек шықты. Мен ашаман деді. Ой, ашаман деді. Ашалған жоқ, қолынан келген жоқ. Ақырында қарауыл ашты ғой, кілт сода екен ғой. Енді, құрметлі тамашагөйлер, бүгінгі біздердің ұсындай болып сахнада тұруымызға көп қана инсанлар біздерге міне себепші болды. Дұрыс. Келін, соларды бір атап өтейік, тур ма? Дұрыс. Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет министрлігіне шын көңілден рахметтер айтамыз. Дұрыс, рахметтер айтамыз. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театр жәмиятіне рахметтер айтамыз, әзіздер. Дұрыс. Жастар ТВ, Нөкс ФМ радиоларына рахмет айтқымыз келеді біздерге. Дұрыс. Той продакшн жәмәті, продюсер Бердақ Қалибекке рахметтер айтамыз, әзіздер. Соныңмен бір қатарда біздерге режиссерлық еткен Икрам Автықалиевке рахметтер айтамыз, әзіздер. Hem bizlerдің міне осы концерт басталудан сахнаға шыққан осы кішкене қарындасларымызға, інілерімізге де бір шабалақ болсын, әзіздер. Ай, дұрыс. Деп ойнаған. Соныңмен бір қатарда жаңа міне қосқылар айтып атырмыз. Осы қосқылардың біздерге осы текстілерін жас берген Сәрсенбек Жеткербаев, Сақып Жамал Сырғабаева деген міне осы інілерімізге, қарындасларымызға, соныңмен бір қатарда мына музыкаларын жазған Дауран Абдимов hem de Kuat Ametevlerге de bir şapalaqlarınız ayaman azizler. Көп адамдарға рахмет айтқымыз келеді. Соныңмен бір қатарда біздерді осындай міне киімдермен тәмінлеген Қарақалпақ мемлекеттік жас тамашагерлер театрына да рахмет. Біздердің видео монтажларды істеген Тимур Султамұратовқа рахметтер айтамыз, әзіздер. Көп қана инсанлар минет етті. Бізге қауендерлік еткен инсанлар, яғни Мұрат Мебіл міне. Мұрат ағамызға рахмет, әзіздер. Дұрыс. Рахмет айтамыз. Мына отырған мебелеріңіздің бәрі сол Мұрат Мебіл дедік кім? Театрдың мебелері бұл. Айта берсе кім біліп жатыр? Мұрат Мебілдікі ол. Тоқтан жігіттер, мына негізі концерттің ақырында айтпайтын бе еді бұны? Енді ол ақырында айтуды біліп тұрмыз. Бәр концерттердің әммесін айтасың ақырында. Ақырында деп, осының менен концертіміз жұмақлаймыз деген оқта, деп қараса адамдар жоқ, бәрі қайтып. Тура. Еспей қалады. Кімдер қол көмегін көрсеткен еспей қалады. Кімдер жәрдем берген еспей қалады. Соның үшін естісін, білсін кімдер жәрдем берген деп қазір айтып жатқандағы себебіміз сол. Рахметлер деп қаламыз соны. Бір қол шапалақ ұрып. Елімізге көз тимесін, әзіздер. Күннен күнге рауажданып жатыр. Турма? Барлығы да міне іспілермелердің арқасында ғой. Турма? Іспілермелерге міне кредитлер ажыратып жатыр. Берекет тапсын міне. Жеңілдетілген кредитлер ажыратылып жатыр, әзіздер. Дұрыс қой. Ол кредит демекші кеше мен жақында кредит алдым мен деген. Қандай? Не алдың? Мен мына носкиді алдым мен. Онда зор носки болды ғой шамасы, е? Жоқ, 5 мыңлық носки өзі. 5 мың сом. 5 мың сомға бақаланды бұл. Первоначально 3 мың төледім. Енді айына 200 сомнан төлеп кеттім қазір.
Қандай документ керек оған яш? Өз шұлық болған ей, бұған ұлма документтің керегі жоқ. Тек паспорт копия керек, үйненен копия, доход справка, жұмысты бітірген справка, 2 кепіл, кепіл деген паспорт копиясы, үйненен копиясы, доход справкасы, жұмысты бітірген справкасы. Ең ақырында даңқымнан справкалады екенсек болған. Қандай справка? Хақиқатта да бұда басқа нәрсе жоқ, жалаң аяқ жүріпті деген емес. Сөйтіп, сол документтердің бәрін алып, толтырып болдым ба деп банкке апарған уақытында бағана алған жолдығын жыртылады ғой сен. Онан кейін басқа нәрсе алу керек. Қайттан документ тігіп бастайсың, паспорт копия, иненен. Қой, айтпай-ақ қой. Наличка қамшы жақсы екен, қой. Бір сұрау бар да. Сол мына кредитке қатын алуға бола ма? Болмайды, қатыншылық болып кетеді бұл. Неге қатыншылық? Оғалай қатыншылық болып кетеді. Енді бағана шұлық алмадың ба? Онай қатын аласың ғой. Қатыншылық болады да сол ғой. Енді міне қатын деп атырмыз, әйел деп атырмыз. Бақтияр, сен неге үйленбейсің, сөйтіп жүре бересің бе? Үйленшейші, собырай ма? Аман жігітте үйлен. Әмізет қолымнан келеді ғой мен. Әмізет қолымнан келеді. Ауқат пісіп беретін адам керек қой, жұмыстан келгенде ауқатың тайым болу керек. Қолат не үшін беріп қойды дейсің? Ауқат асқанда любой поварымнан зор қылып асаман ғой мен. Сенің кірпіріңді жуатын адам керек емес пе? Мына қоларды не үшін беріп қойды? Кір жуғандағы қап-қара шалбарды аппақ қылып жіберемін. Бала шағал болмайсың ба, мына кішкентай бөпелері бала шағал болмайсың ба? Мына қоларды не үшін беріп қойды маған? Уақыт жоқ, короче. Көрдің ба, қолдыңам жерден бермейтін жерлерім болады қошы. Адамдар сондай бір айыбын айтсаң, уақыт жоқ дейді, ана бәлен айтады да. Мына мысалы шетелдің адамдарын көрсең, мысалы кинодан көресің ғой, көріп қалсаң, азанда тұрады, бет қолын жуады. Сөйтіп, бет қолын жумай тұрып, көйлектің нелерін, спартикпілерін киеді, көшеге шықпен жүгіріп, hello деп, жаңағы келіп, шомылып, онан кейін шайпайларын демлеп, азанғы хабарды естіп, сөйтіп бой жұмысқа кетеді. Біздерде не? Азанда тұрасаң, бет қолын жуып атсаң, сағат қарасаң, жұмыстан кейін шығып атсаң. Оларда уақыт көп шығарса. Уақыт көп па дедім оларда. Уақыт көбі көп. Аз сағат 6 болды ма? Оларда 4 болды, 2 сағат 6 болды. Енді сонда да уақыт ерім үйлену керек қойын, жасың өтіп баратып жүре бересің бе? Сен айтпа сен. Сен айтпа жора сен. Өзің неге үйленбейсің? Неге үйленбейсің сен? Мен бе? Папаң деген үйлендіре алмай жүр ғой сен. Соңғы. Менің алдымда ажаған бар ғой, соны кім үйлендіреді? Үйдің үшін мәжбүрлеп атыр, үйленбей атыр ғой. Ажаған қашып тұрды. Қалай айтыдан қашып тұрды? Мәжбүрлеп атыр үйдің үшін, сонда да үйленбей атыр. Мәжбүрлесе үйленбей атпа ажаған? Онда ажағанды мәжбүрлеп бүйрек отапсыр. Мәжбүрлеп үйлендіреді соларды. Егер оларды мәжбүрлеп үйлендіре алмасаң не қыламыз? Онда мәжбүрлеп бүйрек балалар келеді да, ажағаның бір сатына кетіп қалады. Несіне кетіп қалады? Қайым енді, ажағанға тиісіп оған телевизор ма, айтып бір сатына кетіп қалады. Негізі бар ғой, ажағында тұрған кәп жоқ. Сен өзіңде бәр. Негізі өзінде. Қаңғиып та жүреді. Қаңғи береді көшеде. Ешкі бас қол барып тұр. Ешкі бассың сен барып тұр. Ешкі бас емес пен мен. Ешкі бассың. Ешкі бас емес пен. Ешкі бас емес. Дәлелеп берейін бе? Дәлелеп бер. Бош күтен басын тығып үш аласың ба? Үш алмаймын. Үш алмайсаң шақын тиіп қалады ғой сен. Ойнамайттым. Хазілесіп атырмын. 1 апрел ғой бұны. Не? Қапа болып қалдың ба не? Қойса. Білмей қалдым. Білетін шығар деймін, өзі ешкі бас екен. Тоқта. Алло. Кіргізіп беру керек. Кіргізіп көргізу керек. Қойса. Жаңа көрдік. Кіргізетін адам көрдік самсасат. Мен бан сатайын деп атырмын, керек емес болды. Ағайлардың бәрі билет алып көрді. Керек емес болды. Мен айтты де, кім болса да мен айтты. Билет алсын. Айтамын. Билет алсын деп мен айтты. Мына кіргізбейміз деп атыр. Кім болсаң деп атыр. Мен не қылайын, хакім болсаң, не қылайын, хакім болсаң, не қылайын. Хакім аға, кешеріз. Кім кіргізіп береді? Кіргізіп береді балалар. Қайсы районның хакімі? Қайсы районның хакімі? Кластың баласы ғой Хакімбай деген. Біздер хакім деп шақырамыз. Енді мына концертімізді 31 март 1 апрельге қойдық қой міне, туыр ма? Дұрыс. Сол жат мен әуметіме ме, я бір былай сұлу красавчик болғандығым ма, білмеймін.
не болып тұрса қараса біздер әзір күлкі інәм етіп концерт қойып жатырмыз ғой бүгін 1 апрель дұрыс па тап соған тура келіп тұрғанына айран қаламын да мен өзі соған туырлап қойдық қой бәрібір тура келіп тұрыпты бірақ не қойшы міне елімізге бәһәр кіріп келді міне бәһәр жаңалану жасару паслы дейді ғой міне тура ма бәһәрді мен қатты жақсы көремін ғой мен деген бәһәр деген мен қараятын мен мына жап жасыл болады ғой мен көз алдыма келтіріп айтпасам айта алмаймын мен оны айт көз алдыма бәһәр мына жақта терекілер деген жап жасыл түске дөніп мына жақтан суықтан құстар ұшып жатыр жылына тәрепке рахат айтсам атырап деген жап жасыл шөп шөптің үстінде 2 бала жүгіріп жүр уалейкум ассалам мақсат үй аралауда бар ана мына жақта бір қыздың дауысы естіліп тұрыпты бақадыр хау жігіттер шақырып жатыр барып кетейін міне елімізге бәһәр келіп көшелеріміз міне абадаласып күннен күнге міне ой сұлуланып бара жатыр зәулім жайлар салынып жатыр көз тимесін еліміздің шырайына дұрыс мына әсіресе абадаластыру басқармасына рахмет айтқым келеді мен деген көшелерді абадаластырып тап таза етіп қояды асфальтларды айтпайсың ба теп тегіс неге теп тегіс енді асфальтланып жатыр да үйлер ар жағы тегіс қой ауа мына әсіресе көшелеріміз деген шырақ жап жарық түсіндің ба ой мына камераларды айтпайсың ба сен камералар камера демес кеше қызып қалған біреу анау карван сарайдың қасынан фук бір сөйлем өткен ғой камера шарқ етіп сөйлеп түсіріп алған ғой сөйлеме өтуге болмайтын шығар болмайды ғой тормоз басалмай қаласың айналып келіп қой мен емес деп емес деп айналып келіп 100 минут келген шарқ етіп сені сөйлеп түсірген ғой 100 де болмайды ғой сөйтіп қой қайттан 60 өтейін деп 60 айналып өткен екен және шарқ етіп сөйлеп түсіріп алған ғой 60 менен болмайды екен де болмайды да 30 минут өткен екен және сөйлеп түсірген не болды екен деп әзір онлайн ғой интернет һәмме зат жақсы тексеріп көрген екен не болды деп қараса ілімен тағылмаған деп 4 мәрте шырап келген ғой енді міне мына камера туралы сөйлестік қой енді камераға гай жақын ғой мен гай туралы бір зат айтайын айт мына гайлерге еш мен бір түсінбеймін да мына гай қызметкерлеріне орысша сөйлей ма орысша сөйлей ма орысша сөйлемейді енді деймін да мысалы машина деген адамдар көп қой қашан көрсең гайдың қызметкерлері ұстайды ұстап сұрайтын заты тек бір зат та күте іштің бе дейді да ешбіреу сұрамайды аш емессің бе бір зат жедің бе қарын аш емес пе демейді бір зат әперейін бе бір зат әперейін бе демейді өздерінің самса шығып тұрады қашан көрсең самса дұрыс енді мен соны айтып өтейін міне гай қызметкерлерінің қасына хаял адамды гай қызметкер қылып шығарған жақсы болды жігіттер дұрыс жақсы болды бір шабала жақсы болды неге десең мысалы кетіп бара жатсаң жолда кетіп бара жатсаң қағиданы бұздың ба жаңа қыз келіп тоқтатады деп тоқтатады сол кезде қалай айтасың келісейік деп қалай айтасың қағиданы бұзсаң қалай айтасың оған дұрыс қой дұрыс егер штраф басып жібереді басып жібереді дұрыс қылады егер мысалы ана танысына звондап таныс ба деді сөйлесіп жіберді таныса ма қалай айтады ол таныса ма айтады ол келісіп жіберейік қарындасты қалай айтасың оған айта алмайсың соның үшін хаял адамдар шығарды көшең мына қауіпсіздігі тыныш болсын жолдардан кішкентай балалар арқайын өтсін деп хаял адамдар шығарып жатыр берекет тапсын тоқта ау байрам айта алмаймын ол байрам пердебаев қой мына бір зат айтып жібер дейді байрам пердебаев самса бар дейді байрам айтып жатыр 1,5 мыңнан дейді байрам ондай бізде концерттің уақытында ондай әзілдескенді қойса 1,5 мыңнан анау мынау деп 1-200-ден болмай ма бір алаяқ рахмет әзіздер әлбетте бұның бәрі әзіл еді әзіздер бір шапалақ ұрамыз жігіттеріміздің құрметіне рахмет
Енді, құрметлі меймандар, бүгінгі біздердің осындай күлкі кешемізге біздің міне бір қатар ұстазларымыз, яғни Қарақалпақ эстрадасының бір қатар міне ең белгілі уәкілдері қол жәрдем беріп өздерінің мына қосқыларын айту үшін, осы жерге біздерге көмек беру үшін келіп тұрды азиздер. Олай болса, бірінші нәубетті, сазды сәубетті бастау үшін ортамызға. Жақсы көретін апам ғой мен деген. Мархамат, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист, Нықал сыйлығының лауреаты Сарбыназ Алмакулова. Шамала! Бахаха, шоу жігітлері сахнада. Бахаха, хей, бахаха, хоу, бахаха, шоу. Интермедиа шаңарақтағы уақия. Сен жуасаң болған, сен жуасаң. Сен жуасаң демен болған. Тәп жумайма. Үйде қатын адам жуады болғаны. Қай жерде жазылған қатын адам жуады? Қай жерде жазылған? Ай. Кімден сұрасың, содан сұра. Кімден сұрадым, содан сұрайын. Кімден сұрайын? Ай. Мамамнан сұра. Sorayım. Ne mamamdan sonra? Yeniden sonra? Sorayım. Aytan. Yine soralım ettiripsin mi? Sorayım. Mene. Jas koyup bak. Gülzer yeni edip jas koyup. Yok, atma. Yine nerpin ayıp koyamız mı? Az sorayım. Nerpin bilmeye kalıp koyayım ben. Alo. Assalamu alaikum yeni. Sorun. Aleyküm. Den sağlığınız kalay. Şükür. Yine sizden bir zat soraya koyayım debim.
Sonra Егер бала iştanын bildirip koysa, papa şu gerek mi, mama şu gerek mi? Ha? Elbette mama şu gerek. Mama şu gerek? Ama dedim ga. Yaxşı olsun Zahar. Olay bolsa yeni. Kelip, mına balаңыздың iştan juk ketin. Keşe eşip жүрüp bildirip koygan. Айтпасаң ол деді. Балаң көзінше. Маңнан жарайды ма? Сонда жаттам айтам ба? Маңдайым жерде жатқан шығар. Әркім кеп жарып кетеді. Отасы қыра бұра. Бұра, телефон ойнайды да отырады. Әкел берма. Сол телефон саған сабақ бола ма? Маңнан жарайды ма? Сен кім жерде жатқан жоқ ғой? Талабың телефон, сабағың дайын орнында. Жақсы. Біздің ойынды ойнаған соң сүреу. Ой, ақшасының бәрі құртқан. Қайт жинап аласың. Қайттан жинайсың? 2 айдан бері зордан жинап ем ақшасын. Қайттан бастан ойнау керек. Өл балаңмен игра ойнап жарыс. Өл. Сол иградан не пайда? Не пайда дейді? Ой. Мұның бишара пайдасы болмауы мүмкін. Бұл бишараның зиянам жоқ. Мұна игра бар ғой, мұна игра. Мысал, сен играң. Аптесінде 500 мыңнан құртатта тұрады. Мұнаның онды құртпайды. Сен қайта мен играға барамын деп, көшеде ең хит еркеклердің біреу болып тұрған жоқсың ба? Өсектің свежин бірінші естіп. Енді өзің қайтатын соң. Мен айтсам соны көшеге шым айту шарт пе? Мен жарыл өлек пе? Симай кетті olsun. Күнді көріне келесің, күнді. Шығарып ұра қабылап. Мама, папа, 4-ші шелек таусылып жатыр ғой. Не қай шелек таусылса? Бұған үйде шелектің өзі. 2 шелек бар еді ғой, 6-ау еді. Олайға бас жіберді оны. Жақсы, 4-ші шелек таусылып жатыр еді, соған. Мұғаліп үйге тапсырмаға сорау түсіп келмеді, сорау берді ма? Мұна балаңа басыңды ауырт. Bir азмаз ауыртсаң ба сенде балаңа басыңды ауырт? Ой, балама, басыма. Ой, басыма. Ане, ауыртты ма? Қой, саған әзіл болса болды. Саған сынды қырсықап болса болды. Ешбір балаңа басыңды ауыртпайсың. Бер сорау. Сорау ма? Мамаңнан сорау. Мамаң деген сорау беріңші. Қашан келдің, неге анандай, неге мынандай, сорау үйт тастайды. Мамаңнан сорау. Мама, сорау бердің ма? Онда жаз. Түнгі сағат 2. Қотсаңа. Түнгі сағат 2 болмады ма енді? Қазір 7. Сорауға жаздырып жатқан мен. Қайдан мен? Түнгі сағат 2. Яздың ба? Күйеуінің телефонына звонок келіп жатыр. Күйеуі ұйықтап жатыр. Әйелі алып қараса, сантехниктен звонок келіп жатыр. Енді сорау. Сантехник өмірде хаял адам болуы мүмкін бе? Мүмкін бе? Енді сантехниктің әйелі шығар. Қайтам десем. Бұл жөріне қаңқып кете береді. Мені сұрайды да жөріне. Түнгі сағат 2-де әйелі шығып сені сұрап тұрма сонда? Енді бұл 3-те сұрады. Ол шықпа деп айтырмын бұл. Не өзімсің бар? Қатты қояды. Ошай, жазба. Өзім саған сұрау береміз. Қара, сұрауды қатырама. Сұрау деген менде болады. Қатыр. Кеше бір әйелді бір мұртлас кісі каптивамен әкеліп тастады. Сұрау. Жаңағы мұртлас кісі және бір мәрте үйіне әкеліп тастайтын болса, күйеуі жаңағы мұртлас кісінің қай ерін жұлып алады? Мұртын. Ол да бір вариант. Мұртын жұлбасақ та болады. Дұрыс. Жазбасаң, керек мысалдар жазып. Қаяқтағы бір көзім кесіп мысалдар. Бұған сайын әсетімен ғымына. Яша, басқа сұрау беремін әз, қалып тұр. Қоя қойшы, папама. Өзіңіздің проблемаңыз, өзіңіз шешіп алың. Ол маман басыңызды ауыртпай қойшы. Неге? Үстіне басыңызды ауыртсаңыз, менің басым ауырып кететін болды. Көрдің бе? Мына балаңда өзіңе соған тек жеп-шиіп жата береді. Ешбір жұмыс істемейді. Қашан көрдің жеген. Балам, мамаң дұрыс айтып жатыр. Көп жей берме, түсіндің ба? Ауқат жегенде пайда жоқ.
Мынауым келді міне. Қош, бас дегенді қойыңыз бер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум қалайсың? Азамат Қуанышбаев сабақ даярлап жатсың ба? Мен Қуанышбаев емеспін ғой, Азатбаевпын ғой. Ай балам, ау көп нәрсені білмейсің ау сен. Балам, ана қылар сабағын даярлап. Балам дейді. Ya balam деген қоңсыларым балаларым балам дей береді ғой сен. Сен сөйлеуіңді ма бас дейді сен? Қалай жүр? Не қылатсың? Не қыламыз? Үйде отырмыз. Бір көзі свет ойып кетті ғой. Естіпедің бе? Кеше Райсан үйінде патрат болды ғой. Райсан күйеу Қазақстанда ғой, не патрат болады оны? Бір өзі ғой үйінде. Сол менің Қазақстанда шығады деп барып ем ғой. Сонdan болды патрат деген. Сен шүрмесің ей сен. Жақсы ойыншық. Жора, далаға шықпайтын болып кеттің. Далаға шығып қалма. Қажет қана үйде ғой. Үйге салбадың ба? Үйге салбадың ба? Мына сыртқа сөйлесіп отыруға деймін да. Қойшы, сөйлесіп, не бар? Ай, Жора, бәрі келді ғой. Жүр партия айланайық. Қойшы, не бар партия? Жүр деймін. Қойшы. Қазір қыздардың ашылып, мынандай мини юбкілерді киіп, көзді қуантырып қайтамыз. Қой, керек емес ол. Мен көзім қапа болып жүрмесін, керек емес ол. Сен күндегі қуанатын болса, не керек бар ол? Mesela керек емес. Жақсы, онда балыққа барайық. Мынау басқа айтады. Балыққа барсақ болады. Не балық? Не балық? Hafta сайын 2 күн балыққа барасыз. Үйге әкеледі ғой, бір балығым жоқ. Енді ол балықта кезек патрат болады ғой дейін. Не? Естат. Балық басқа балық ол. Қымбат балық. Қандай балық? Бір жесең азанға дейін жесең ол болған. Тоймайсың ол. Ей, қашан көрсең айтатының сол. Еліп отыра бересің бе, мен шай әкеледі деп, шай әкеліп кетті деп ойлап тұрсам ба? Шай әкелмейсің, иә? Яқшы, жібермейді ғой анау сені, иә? Кете берейін онда, анау. Отарбайға барып көремін, сонымен кеттім онда. Дұрыс. Ей, сен осылар мені қатынасып жүрген есің жоқ. Оның орнына тез кейін. Бүгін мына қызыңның последний вечері. Последний вечер? Ава? Қызың ауыр жүрме. Ей, соңғы қоңырауының отырыспағы деп атырман. Сөйтіп айтса, қайда білейін? Қойшай, бармаймын мұнда жатағы. Мен неге? Не керек барсың? Қойша, көп-көптен қыздар балар бұл, не бір? Мына ата-аналар үшін, мына... Қойша, ата-аналар, қойша, керек емес. Ей, мына арағына пұл беріп қойпыз ғой. Әп судан бастамайсың ба? Кеттің онда. Сен не ұстырсыңа бара жақсан ба? Үшетін жер болғандай не керек бар кейінім ол? Таза кейінді кейсем, бүлдіресің деп шығасың. Ей, басқа киім ки, яттым наумен бада, яттым, ки. Басқа киім алдым мен. Киім жоқ қой менде. Ақшаң бәрі ана қызыңның пердесін ақшасыз кетті ғой. Не перде? Білмеймін ғой, жылдап пердеге деп ақша жинайды ғой. Мен перде көрмедім ғой. Мен де көрмедім, сол көрінбейтін перде шығар. Білмеймін, бірақ айтып жылда жинайды. Я бір жинап үлкен перде алар жақпадым. Айтып, солай ма дедім соған? Үлкен уақытта не керегі бар ғой? Жақсы папа, кеттім мен. Тоқта! Стоп, направо! Қызым, сен басы істей ме? Сен азыр, последний не? Вечер? Последний вечерің болacak. Неге киінбегенсің ғой сен? Енді ұсуға киімім. Ұсуға киім дейді ғой. Мен қызым әзілкеш та? Әзілкеш. Әзіл жақсы көрем. Мен жақсы көрем, мен қызым болды. Болды. Енді түсіндім. Енді ана, сенде ана қызлардың ұсындай затылар бар. Жібін деп тарт жібесің, образың болады үйкісі. Қандай ма? Жібі бар. Оны тарт жүрсем, еледе келтеп қалады да. Бұлақ, еледе келтеп қалады. Не болды? Жүрегім. Ағасы. Брат, скорый қазы. Еді мен әсі. Мұнан кодын ашып бер. Бол дейсі. Ақша емес болды, өтіп кетті. Қашан қарама кодын ашып бер десем, ешбір ашпайсың. Ең кодын ашсам, саған скорый керек болып қалады. Осы қатылар сонда еркектердің кодын шұқылайды да жүреді. Не аласың бұның кодын деймін да? Стоп! Мынау жыртық айналайын, жыртық қой мынау. Не киім жыртық? Жыртық моды ғой, папа. Жыртық моды? Қатын сен басың істемейді екенсің. Неге? Кешеде біздің шұлық жыртылып қалды. Тік тастадың ғой сен. Жыртық моды екен ғой. Өткенде де телефон түсіп кетті. Әперейін деп ең киіп шалбардың ауы партияда қалды.
Оны да тік тастадым. Әй, сен сонымен модный болғанын көре алмайсың, ау. Көре алмайсың сен. Болды! Болды, стоп! 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 Тарақанды тоқтамайды, қайырдым? Ей, шешеңді ойласаң болмай ма? Ертең айтады ғой, кімнің қызы? Киініп жүргеніне қара деп. Мамамға берген мына киімді. Ау? Тәуір киім әперін ал. Тәуір киім бар ма? Базада жүрмейді, содан не болды содан? Келген шыққан. Кез тұяған. Не мода деймін да, не мода? Кеп кетті. Не? Нормальный брат, е? Болады ма? Жоқ, сонша киімі бар ғой бұлардың. Тықы балатта таба алмай қалады кейін, боғаны деп шығады сені. Салам алейкум, папаша, как ты? Қатында мына алтын сататын подружкаң келді. Сепіскісі бар ма? Папаша, как алтын? Мен қызыңның классасың ғой. Қызым ай, ана сені класста түрі еркекке құсаған бір қыз бар деп о, подружкаң, сол келді. Папаша, классының баласыма мен, баламам мен. Сен баласың ба? Баламам, мужикпен. Қой, не ғой, қарындас. Қызым ай, енді әркім сұлу болып жарала бермейді енді. Бұл еркекке құсап кетеді әйтеуір. Енді ол жаратылып не болады? Астана баласың ба? Баламам мен о. Сен мынау, не мынау киім мынау, не мынау? Мода? Не мынау, памперсің топ кеткен бе, не мынау? Не шалбар мынау? Болды, түсіндім. Ай, солмасын. Сен қыздың үйіне келдің, есікті ашдың, қарасаң қыздың папасы отыр. Мен көріп қалдым. Мен көргеннен, қапа болма. Менде де сондай болған, алдым бір ат шығып қалған. Қапа болма. Сен растанам сен. Баласың ба? Баламын деп тұр, моды ғой бұл. Не моды мынау? Мынау моды ма? Мынау моды ма мынау? Мынау не мынау? Мамаң киімнен киіп өткен сен міне, білем мынау? Не мынау шын не мынау? Бол түсіндім. Сол енді ядыма түсті. Сені үйінің іші мынандай киінеді, абыройды төгеді деп атанаң ішін жырлап тастаған. Сен үсіп кеткенсің, дұрыс па? Айтып отқан ғой, бұл мода әмін сөйтіп киінеді. Мода ма мынау? Мода. Сен атың кім? Сен еркек бола болсаң, атың кім? Ешкі ат. Ешак сен аты, ешак. Мұсылманның аты бар ма бір? Ешмұрат ат. Тым жақсы деген ғой, Ешмұрат деген. Ешмұрат, қара. Мынау, адамның білесен бе? Адамның атын қысқартып айтатын болсаң, бұл күнә болады екен ешкі, түсіндің ба? Кім Ешмұрат? Сен классында неше бала оқиды? Неше еркексіз өз классында? По-моему, 16-17 бар. По-моему, я? Сол по-моему деген сен ба деймін дейді тұрдан не сонда? Мода да атпама, мода сонда. Не қылып шығады? Сен көшеде балалар ұрмады ма кетқанда? Кім ұрады? Ешкім ұрмады ма? Ешкім ұрған жоқ. Ой, адамдар қайға қарап отырмыз. Мынандай көшеңде мынандай балалар бүйтіп абырой төгіп жүрсе, қалай ұрмайсың мынан? Мынан мен ұрайын. Сопан, мамаңа айтты, папаңа айт. О, анаңды есет жібердің ғой. Міне, бұны деген ғой. Оп, ұзын үйікке қане. Міне, көрдің ба? Бұл мынаны бар ғой, анаң 25 жыл алдын соңғы қоңырауына киіп шықты. Не жаңа алдың ғой? Жаңа алды. Сол көзі де жаңа еді. Мен сол көзі бақытлы жігіттердің бір едім ғой. Мен қызым деп мақтанып жүрдім ғой деп. Сол көзі мен қандай киімді екенін білесен бе? Білмейсің сен. Мен сол көзі мынандай емесін. Hazır. Міне. Мынау жақсы екен бірақ, бешелген болып кете береді. Пайдасы бар екен кітте болсам. Осы кәсім шалбарда бар. Мен осында бардым. Жігіттің гүлі болып жүрдім ғой мен. Галстуклар тағып, соң қоңырау дегенге содай болып бару керек. Ай, классың балаларына айт, мынандай киіп бармасын. Жақсы ма? Кәсім шалбарда барсын. Аз ярым сағатта мынандай бараман мен. Неге?
Bizim krasmış olmar ki biraz soğuk. Oldu. Var mı? Dım жақсы отырып қайтып бар. Isламасың. Не қашып кете ме? Олам сояққа бара тұр. Олады екен ғой. Әне көрдіңіз бе ағасы? Қандай болып жарасқан. Қане енді менде біздің барлық балаларымыз, қызларымыз осындай болып, мощный болып киініп жүрсе. Я? Мына балаларымыз кәсім шалбар киіп жүрсе. Қызларымыз uzun юбкалардан киіп жүрсе. Көрген ата-анасы, сыртта көрген басқа мына үлкен адамдар қуанбай ма? Мынау кімнің баласы, мынау кімнің қызы бір-бірін айыралмай жүрмей ме? Я? Менің жаныма ақыл енейін деген. Ей жаным дейді. Сөйлеген сөзінен палтам тұрау. Ей жаным дейді. Менің аспандағы айым менің, сұлуым менің. Деп жақында айттым айтпадың ба саған жаным? Айтпадың. Кімге айттым кеше біреуге айтқандай болдым мен? Бермеге. Бақаға шоу жігітлер сахнада. Бақаға, хей, бақаға, хоу, бақаға, шоу. Rahmet. Assalomu alaykum. Bahaqa Show konsertga jinogan aziz mehmonlar, barchangizga xush kelibsiz deymiz. 3 bahadirga omad tilab qolamiz. Konsertlar yana bir marta muborak bo'lsin.
отырайық достар, қатар. Бахаха шоу жігітлер сахнада. Туран Квен командасына қызмет көрсеткен көмекші. Ассалаумағалейкум бәршені бүгінгі Бахаха шоу менешін жүргізген құлайман бірінші қадемдер оң болсын. Енді бағана келатырғанда бір ой пайда болды, құр кемейін бір шапан алайын Бахаға деп. Я просто ой пайда болды деймін да. Мен қойын, жап-жас балаға шапан жомақ қойын деп сөйтіп, тағы бір ой пайда болды. Телевизор азам бергенде. Болды қоя қойшы, оны әкеген жоқсан қойсын. Әкеген жоқсан. Енді бір сұрауда, неге концерттің аты Бахаха? Мәселен, атыңыз Бахадыр ғой, ол Бахадыр ыр келіспеді ме? Енді мына халқымызда мына әме Уахаха дейді ғой. Сол Уахаханы өзгертейік деп Бахаха деп Уахахаға ұқсастық қойғандағымыз ғой. Болады, оң болсын, табыстар тілейміз, рахмет айтып қаламыз. Рахмет. Табыстар. Рахмет. Көпшілік қой жіберді. Айталасың. Негізі Бахадырға айтып отыр. Мен енді құр тұрмай, бағана өзіміз таныстырып жатырмыз ғой, Бахаха деп жаңада сұрап жатыр. Неге Бахаха, Бахадыр қой атың деп жатыр ғой. Негізі мен бастан бастап айтып берейін енді. Туылудан бастап айтайын. Мен өзім бар ғой, туылмай тұрып ойландым мен деген. Туылмай тұрып, мамамның ішінде жатып ойландым. Мен басқаша болып туылайыншы бір дедім. Балалардың бәрі жылап туылады. Неге дейін ба сол жылап дедім. Мен жыламай туылайыншы бір дедім. Жыламай туылайын деп 1985 жыл мен туылмадым, брат туылды. Брат қайттым. Брат сен бара ғой енді қапа болмадың. Күш деп. Ой, енді о жылы құр брат емес, енді о жылы басқа районларда басқа атлар туылған ғой. Басқа атлар туылған. Шоманайда брат туылған да біздің. Сөйтіп брат айтты, аз мен келемен, тіпті отырып тұр деді, аз болып қайтайын, абсолют болып қайтайын деп кетті. Шығып кетті, жоқ содан бері. Қайтып келген жоқ. Әрі күттім, бері күттім, әбетте болып жатыр, жоқ. Сөйтіп, дейіп жатып, ойланып, дейіп жатып, көзіліп кетті. Көк өтіп, көз ашсам, арадан 2 жыл өтіп кеткен ғой. Әстейін брат іздеп шықтым мен. Қаяқ кетті дейіп, басы дейіп шығарып ем. Бір доктор суырып алды ғой. Суырып, шығар-шықпасынан ұрып жатыр ғой мен. Сәл. О, мен түсінбей қалдым. Амалық па? Неге ұрып жатырсың? Браттан кейін шықпай қалғам, айып па? Не көзіліп кетті деп жатыр ма? Сөйтіп айтып жатсам, 2 брат көріп еді қалады. Оны неге екен десем, бала туыла сана сөйлемейді екен ғой. Оны көрмеген ғой бейшаралар. Біздер ауыз босық етіп сөйлеп қойғанбыз. Неге айып? Ұра береді, шайып. Ашып кетті, жыламасақ болмады енді. Бір жерге ұра бергесін ашиды екен да ол. Шапалағы жаман екен. Әрі бер бағана жыламайман деген зат бар ғой, алды ойлаған. Жыламайман деп әрі бер. Негізі сөйтіп қиналып жатырмын, дияқта ол адамдарға аңа деген дауыс шығады екен. Негізі бала сөйтіп қиналады екен. Ол негізі бала жылау керек ғой шыққанақта. Мен соны жүрмін оны. Сөйтіп, папамның қолына берді. Папам қуанып жүр. Менің балам болды, қане деп алып. Ой, кімнің баласы, кімге ұқсайды?
Ne bileyim lan murdum ben diyeyim. Mesleğe bir murdum değil. Ne bileyim ya. Kimge kısaydı deyip. Papa basım mırayakta koyayım. Oy mırayakta koyayım. Oy. Alvara batırdı alvara. Kuan alvara batırdı. Ay bize plasat kelsiremeyiz koy dep doktorun koluna verdi. Жаңа doktor meni palasaga жатқан. Palasada жатсам. Главврач келді. Ne palasada жатады? Палатаға барың деп айтты. Палатада жатып жүр. Мен негізі бар ғой, туылған ақтында соп-солы красавчик жігіт болғанмын мен. Аппақ жігіт болғанмын мен. Просто радионда алмастай жіберген көре алмаған мен. Көре алмаған да просто. Аппақ болып сенсация болған ғой, соңғы сенсация болған, мен жыламаған ғой, білмеген сенсация болған, аппақ болған, әмме ауылда қап-қара туылған. Қапам қуанып жүр, міне бала деген, аппақ бол, сенсация деп қуанып жүр. Бейшара мамам қаптағында қой ұятты көздейіп қалмас деп күйе жаға беріп, қап-қара болып қалғанбыз біздер. Азау жаққанда болған. Сөйтіп әстен үйде үлкейіп басылайсаң, сөйлеп басылайсаң, папа деп айт дейді, мама деп айт дейді. Басалбай, күнләз десің көрбеді қалады. Атың ондай емес екен бұлардың. Қайдан білейін ол? Сөйтіп мектепке барасаң, мектепке барып, мектепте анық есімде жоқ, мектеп қандай екені анық есімде жоқ. Бірақ мен тұратын угол қисық еді ол. Былай. Сәл былай болғанға. Мектептің мұғалімнің арт бетінде тұратын угол қисық еді ол. Ол білмеймін ішті қайда көтеріп, мен білмеймін әйтеуір. Ол мектепте жүргенде мамам аш болып қалмасын деп нан салып жібереді. Біздерді ойлайды ғой. Шөліліп қалмасын деп су салып жібереді. Зорлықтан айланып келесек, нан жоқ, су бар. Ізлеп атасаң, қаяқта. Зордан бір мүйешен тауып аласаң ал. Күнде сол, зордан тауып аласаң бір ярым сағат іздеп. Неге екен десем ол, балалығымнан өзінің науын өзі тауып жесін дегенде екен ғой. Өзінің науын өзі тауып жесін деп. Сөйтіп, маған айтады, олар ауқат жеп атасың, бағана кішкентай уақытында, ең туылған уақытта, тілге келген уақытларда, ауқат жеп атасың, маңынан, анау не жат деп сұрай бересің. Сол уақытта, анандай, ақырында шаршайды олар. Қайша болды, аузың шаршайды. Қайша болды, үйрете беріп саған. Аузың жауып, ауқатың ше дейді. Сол кезде ойланып қаласың да, аузың жоқ, ауқатың ше дейді. Қалай? Түсінбей қаласың да, аузың жоқ, ауқат қалай жесең? Бала сондай тым-тырс болып қалды дейді. Бала тым-тырс болған ол емес, ойлап отырады. Неге айтып? Қалай ол логика туындамайды деп. Сөйтпейді, үйленіп мектепте колледжде жүресің ғой. Жаңа мұхаббат, ойбай мұхаббат деп, жақсы көремен деп жүресің. Ол бала алсақ білмейсің, үйленгеннен болдым білдім мен. Мұхаббаттың кім екен, не екен. Мен әйелім аты мұхаббат қой. Ол қыз кезінде тым жақсы еді ол. Үйленген күні, әкелген күні бұзылды ол. Сол күні бұзылды, мінез көрсетті. Танымай қалдым мен. Кім екен? Мамасы емес пе? Қой деп жаңа жеңгелер айтып өтпейді. Не онай әштейін күліп деп еді, ұқсап басылады не? Сол екен ғой. Ол жаңа үйде бар ғой, өзіңнің мамаңа ұқсаған қызды әкемесең, пайдасы жоқ. Тамам сен екі оттың ортасында жүре бересің. Менің мамам астарлы сөйлейді да үйде. Түсінбей қала береміз бұлақлар. Астарлы сөйлейді. Сол астарлы сөйлейді қызды таптым мен. Сол жаңа мұқабатты. Олам астарлы сөйлейді. Екі қыз болған бір күн. Мамам, ана келіншек, мен келіншегім үйде ұйықтап жатқан ғой, обедтің уақытында. Кеште ұйықтамайды ғой бейшара. Жұмыс істейді кеште, түнімен әммен ұйықтатып болып ұйықтайды. Қазан табақлар жуады әйтеуір. Обедте ұйықтап жатқан ғой енді. Обедте бір ұйықтап мен кезем ұйықтамайды олар. Шай пайымды демейді әйтеуір, сөйтіп жұмысқа шығарып салады. Сөйт, үйде ұйықтап жатқан, анам астайын келген енді, бірден бақырмайды ғой жас келіншекке. Уже астана сөйлеп басылағанда, үйден пішік ұстап алып тұрып, миық деп ұрып жатқан ғой. Ұйықлай бересің сен, ұйықлай бересің. Жұмыс істемейсің. Асты жері босады, ұйықлай бересің сен деп. Біздің қатын түсінген ғой сразу. Орнынан аттып далаға шығып кеткен ғой. Сөйтіп мамам түсінді деп, қане не істей жағы екен деп, астайын далаға шықса. Біздің қатын ит тұрып жатыр дейді. Ваң еткізді. Я өзің ұйықламайсың, я біреуді ұйықлатпайсың деп.
Ura verесің dedi. Сөйт екі аз бір-бірін түсінісіп жүрасың. Тым жақсы. Ау ет. Рахмет, шапалақ ұрып аламын. Рахмет. Үйде сыпырып жүріп еді ғой деп. Өбей белім деді. Ешіға қиналып кетті, мен жаным дедім. Бір қазір заман оқиға, құдайға шүкір заман жетілісіп кетті. Қазір әмеміз. Пилосос әперейінші тұған дедім. Ауылдың қызы ол, пилососты не екенін білмейді ол. Әпергенім пішайман жедім, ұятын айтшы. Нағарасам мынаны, пилососты не қып атырмын? Нағарамын. Не қып атырмын? Ол кір жуып отыр ләгенде. Қиналмасын, ұсы заман қой, құдайға шүкір. Кір машина әперейін десем, әперсем, кір машина болмай деген қиналып кетті, кір жуып қиын дейді. Қарасам, не қып атқанын қарам. Кір машина жуып атқанын қарам. Не мұнау? Ауылдың қызы ау білмейді. Ол ешкап суын төгу қиын екен дейді. Қарам, суын төге жақ ма? Суын төге жақ. Жаңа кір машина жатқарып атыр ауызды ашып қойып деп. Су жоқ төгілмейді наңды. Білмейді да. Ол сөйлей береді. Жаңа айтады, Дубайға барайық дейді. Әмме Дубайға барып атыр дейді. Яқшы, арман болмасын, менен бармадым ғой, бір айланып қайтайық, бір ел қыдырып қайтайық, демалайық деп. Қолымызда ағайын болғаннан бәрін ақша жинап Дубайға кеттік. Дубайға барып, ой, біздің ауылдың қатынлары не ғой? Үйді ойлайды да жүреді жаңағы. Әй, үйдің ауқатын жемейік, атарменен қосақ не қамыз, ауырып қаламыз, қой деп, үйден картош пиязақ деген қойып өтті. Осыны қуырып дейді. Және айтады, қоңысының қатылары айтты, бұяқты қойдың қабырғасы жақсы болады екен дейді. Қойдың қабырғасын жек ем болады екен дейді. Яқшы деп қойдың қабырғасын ап қайтайын деп кеттім ғой. Барсам, өрге түсінбейді. Ау, қой деп атырман түсінбейді маған. Ау, қой деп атырман түсінбейді. Білмеймін, бір затлар дейді айтып. Ау, қой десем түсінбейді. Ярым сағат болды. Ақырында ұят болса да қабырғамы көрсетіп. Түсінді күлді айтып. Не қысам айтып бір қал көшті ап қайтып. Мә қойдың қабырғасы. Ал енді пісер еді. Көрейік қана. Ой, мәйік тұрып кетпен, мәйік ап қайтыш бар дейді ма? Оған қалай түсіндіресің? Қойсаңа болды керек емес. Аштан ашып отыра қояқ сол. Жемей ақты қояқ сол. Атыра білмейді, ашта көрсе, қайтайық. Әй, сақырады. Yok. Бас, ауызы тыңбайды. Біздің қатының аузы мына гүлі жүгілейтін қапсындай. Гүлі жүгілейтін қапсын жоқ, бір төмесің жоқ олмайды, болам сондай. Қоя қой берек еттім, онда жатын әдетін қой десең, яқ қыламайды. Ақырында орысты қой көміз. Үйде мүмкін емес қой. Классика қой. Реал Мадрид барса ғой, Реал Мадрид барса. Классика қой. Мүмкін емес. Қоңыздар болельщик, оралмай жүр. Мүмкін емес. Бізге қоя қой десем түсінбей, кетіп қалды. Үйне кетіп қалды. Кетті. Кейінен сағынды қай бәрі. Соны көттім жей. Қайта қой десем, я қайтпайман дейді. Қайт десем, қайтпаймын. Қайтпа деді. Тап қайтпа. Одан сайын күш көтті. Ай, сөй бәрі Лүгө? Яқшы. Атын кеп тұр дейді, абайла дейді. Алдыларыңызға, аял қызларыңыз, аналарыңыз аман болсын. Бір кетті үйден кетіп қалды ма, үйден ойран болады заң. Үйден аштан аш, әбігені шықпады үйден. Осылар алдыларыңызға аман болсын аналарыңыз. Бір қол жабылақларыңыз ұлтқан. Енді ортаға институтта Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институты Нөкс филиалында бірге оқыған достым Бахадыр Разымбетовті ортаға шақырып отыр. Бахадыр Разымбетов. Ішіңді күйдім, білсең, жадырап кеулім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Сүйгенім менің сенсең, ішіңді күйдім, білсең.
desең, жадырап кеулім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Арнадым саған қосып, мұхаббатымды қосып, келсүйгілім ойнайық, шадланып йошып. Арнадым саған қосып, мұхаббатымды қосып, келсүйгілім ойнайық, шадланып йошып. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым асла жоқ-жоқ. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым асла жоқ-жоқ. Hicran vah derdinde işte saklak, baylanıp sağan şıpsın sırtından жүрмен baqlaq. Қосығым жаңа, сүйгенім шағла, назлы қия бағып қой, мұхаббатымды аңла. Қосығым жаңа, сүйгенім шағла, назлы қия бағып қой, мұхаббатымды аңла. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым асла жоқ-жоқ. Жаңласа қосық шоқ-шоқ, лүпілдеп жүрек соқ-соқ, ұнаса жаным саған, арманым асла жоқ-жоқ. Сүйгенім менің сенсің, ішіңді күйдім білсең, жадырап кеулім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Sensin ışığında güydüm bilsin, жадырап кеулім жаз болар, жаным ау сүйдім десең. Ассаламалейкум. Бақақа, шоу ықласметтері, достарымызды Şaka cevap dedi olsun son kez. Hazır. Яссыны айтқан дейсің. Рахмет. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Бахадыр Разымбетов қол соқты. Рахмет. 4 жыл театральный институтта бірге қадырдан болып бірге оқып біткергенбіз. Содан берлі біздер қадырданбыз, бір-бірімізге дәлде бір-бірімізге сүйеу болып жүрміз. Құдайға шүкір. Рахмет. Браво, сынапайымыз үшін. Микрофон беріп кетші. Осы істемей тұр да? Істемейді бұны? Жаңа бағанама бұны? Енді хабарыңыз бар шығар, қонақларымыз зеректілер көріп таңлауы болып атыпты. Зор ТВ телеканалынан көріп атырған шығарсыз. Енді сол мен Нүкістегі аграр институтында бірге шығып, Ташкент қаласына барып, көптеген достар арттырдым ол жақта. Хәмме вилаятлардан, жоғарғы оқу орындар арасында жарыс болып өтеді. Зор ТВ-дан көріп жүрген шығарсыз әммеңіз. Оның ішінде ең жақсы командаларының бірі бар. Бірге дос болып, қадырдан болып қалдық. Ортаға шақырым келіп отыр. Қонақларым зеректері көріп таңлауының қыбызы да ең жақсы командалардың бірі Yangi Yulduzlar командасы. Nukusda bugun konsert zo'r bo'ladi. Muxlislarimiz juda maza qiladi. Hazillarimizga yurakdan kuladi. Bahaqa show sizni xursand qiladi. Assalamualaikum. Qoraqalpog'iston. Qarshingizda o'zini va muxlislarini jonli rohat uchun Qoraqalpoqda o'ynab turgan jamoa Yangi Yulduzlar jamoasi.
Hurmetli qonaqlar, men o'zi asli negizi tegim Qaraqalpoq. Kelib chiquvim meni Qaraqalpoq. Bilmaganda men Qaraqalpoqman, qo'y. Ey, kecha Xorazmda konsert berganimizda kelib chiqishim Xorazmdan dedingiz-ku? Endi qayerda konsert bersang shu yerdaman deydigan bo'lib turibdi-yu hozir. Samarqandda konsert bersakchi. Samarqandliman deyman. Surxondaryoda konsert bersakchi. Surxondaryoliman deyman. Qashqadaryoda konsert bersakchi. Qashqadaryoliman deyman. Ano, ey. Namanganda konsert bersakchi. Namanganda bo'lsa, Qashqadaryoliman deyman. Endi hurmatli qonaqlar. Ey. Qonaqlar dema, zalga jamon estilyapti. Bo'l. Hurmatli qonaqlar, Miymandar. Ha, hurmatli miymandar. Men bular o'tirganlarni men bayqab qoldim, Bular bizda kuzatib o'tirgani kelgan. Bizni ne istəyimizni qaragani kelgan. Og'zimizdan qanday so'z chiqishini kuzatgani kelgan bular. Qayerda istaydi bular? Bilmayman. Negizi, bu yerda o'tirgan qonaqlar, olsun, miymandar. Bizni ko'ruvga kelmagan. Bu kishilar bizning aktyorlik feberlikmi, Sheberlik. Sheberligimizni ko'ruvga kelgan. Qo'ybay. Sol uchun bu miymandarga biz aktyorlik sheberligimizni ko'rsatuvimiz kerak. Ata, qizingizni menga bering. Jog'al, sendek ana vannada bo'ladi-ku, ne? Dush. Ha, dush menga beradigan qizim yo'q. Atajon Xudoy shukr. Qalay atajon Xudoy shukr? Men Xorazm demasang, Qoraqalpoqdasan, qo'y basdan kelshi. Jenisbek piyasim. Ne? Ata, men o'sha yigitni yaxshi ko'raman. Meni o'sigan apering. Sender jinnisinmi? Qayerda ko'rgan sender? Erkak bilan erkak turmush qurganmi? YouTube'da ko'rganmiz. YouTube'da? Ha. Qalay YouTube? Google'da bor-ku o'sha. Erkeksinmi, ha? Erkeksin-ku, qalay qiz bola rolini o'ynayapsan sen? Между прочим, sahnada erkak bo'lib turib, ayol kishining rolini o'ynau, aktyorlik sheberligi deyiladi. Meditsina buni garmon jespovchiligi deydi. Aytmoqchi, o'zimizning komandada bitta Qoraqalpoq bola bor-ku, Ali, sol bizni nukusga kelsanglar, aylantiram deydi, yo'q-ku, qayerda? Ya bir gel, ya bir geri git, ya da bana bırak hadi bu nasıl bir beat? Bir gün kalsın, bir gün varsın, bir gün yok. Qalaysizlar? Qalay? Qarpoq söylüyorsunuz mu? Qoraqalpoq keldi. Жаңа sizlar masa ana жерде 4-5 bala Qarpoqcha söyley olmay tilining sebi chiqib o'tirgan sizlar masa ular? Qalay nöküş yoqdimi? Yoqdi. Yoqdimi? Yoqdi bo'ladi, svet bor nöküşda. Sizlar bunalar Toshkentdan keldi o'tirsizmi? 1200 kilometr yo'lni bosib keldi o'tirsizmi? Alday beradi bular o'zimizning ballar. Ular bor qana Shomanayning yo'lidagi Toshkent sapqoz bor-ku, shu yerning ballar. Yaxshi, xo'sh keldingizlar. Rahmat. Endi qachon ketasiz? Ali, sen biz Toshkentga kelganda aylantiram deysiz, yo'qsin-ku, yo'q bo'lib qoldi. Kecha ana o'tirdik-ku. Сөйтіп o'tirishpaqdan shu shishadan keyin ne bo'ldi? Basimiz aylandi. Basimiz aylandimi? Bo'ldi-ku, aylanib qolgandan keyin uni. Bir narsani bilib qo'yinglar, biz yerdan Qoraqalpoqqa qay yerdan qo'noq kelsa-da, birinchi bo'lib qo'noqlarni bor-ku, odamlar emas, butilkining o'zi shishaning o'zi aylantirib qo'yaveradi bo'ldi. Ne qilibsiz bu yerda? Biz bugun bu yerda o'tirgan kishilarga, miymandarga o'zimizni ko'rsatuvimiz kerak. O'zimizni ko'rsatuvimiz kerak? Kecha gastitsada ishib olib o'zimiz ko'rsatgan ketdingizda. Ali, sen Toshkentda жұмыс isteb yuribsan, ha? Qoraqalpoqqa keldik-ku, Qoraqalpoq совсем отлично-ku. Sivilizatsiya 2009-yillar kelganmi? Kelganmi? Sol yerda istesang bo'lmaydi-mi? Nukusdami? Endi men Toshkentga o'qishga ketdim. Keyin жұмыс isteyjak bo'ldim. Qo'shimcha pul to'layın dedim-da. Сөйтіп bir кезде sex ашajak bo'ldim. Bugun bir sex. Keyin sexning ne ekan bilum kerak-ku. Сөйтіп internetga yozdim. Sex dedim. Басқасы chiqib ketdi o yerda. Keyin ol bo'lmadi. Keyin Google'ga yozdim. Google'da sex dedim.
New dedim. 2019 жыл дедім. Шықты ма? Шықты. Айттым ғой саған Google'да бар ғой. Бірақ ол жерде маған торт сыйғын шығарып берді да. Кейін қой дедім бір 20-25 қызды жинадым, тігуді білетін. Сөйтіп бір үлкен сыйға аштым 20-25 қызбен. 25? Нормальный бизнес қуаты ғой. Сөйтіп ол болмады. Кейін оны үлкейтіп фабрика қылдым. Енді жұмыс жақсы, тек қыздар ана есап санаққа қиналып жатыр, бухгалтер жоқ та. Өзім істеушпен болады бірақ. Әлі мен жұмысқа алшы. Кім болып? Қыздарға бухгалтер боламын. Рахмет. Біздің қызлар без бухгалтерстан істей береді, рахмет. Кеше айландық қой, айшы мұны. Сен қап қойдың ғой гостиницадан? Мен тастап кеттіңдер ғой. Зор болды. Кеше мыналарды гостиницадан шығардым да апардым да Мегаға тығып жібердім ғой. Мегада айланып шықты. Кейін шықты 35 деген маршрут бар біздерде. 35 деген тек маршрут бар. Сөйтіп? Сөйтіп 35-ке мінді. 35 зор екен дейді. Сөйтіп Қоскөлге апардым. 35-пен Қоскөлге апардым. Сөйтіп Қоскөлде 35-тен түсті. Сөйтіп 19-ға мінгіздім. 19 жақсы емес екен дейді. Білмеймін, сөйтіп 19-ға отырды. Сөйтіп обратно әкеліп, бұлар және Мегаға тығып жібердім. Кешесі не болды? Кеште зор болды. Не болды? Кеште бұларды және ана кафеден шығардым. Бұлар жақсы отырыс болды. Кафеден шығарып тұрып, бұларды айдын жолға апардым ғой. Бармадың ғой, неге құрсен боласың? Өтсе? Айдын жолға апардым. Неге айдын жолға? Енді Мега соң қасында ғой. Меганы түсінтір білмейді ғой. Білмейді, кеше жақында Нөкісте Мега деген үлкен гипермаркет ашты. Кеше Мега асылды, айсыз шыны. Не айтатты мен маған? Айтасың. Сөйтіп сол Мега ашылған күні бірінші этажында анау эскалатор істемейді. Эскалатор умумам істемейді ғой. Бәрі адамдар зінадан шығып жатыр. Айтыс үшін не істеп тұрсың, не? Не айтатпын енді мынаған мен? Айтасың ба? Сөйтіп яқшы, тоқта. Ашылған күні адамдар кірген, ешкім сауда қылмаған, тек айланып жүрген. Ешкім сауда қылмаған. Нөл ко сауда. Бәрі айланып жүрген. Айтыс үшін не? Не айтып жатырмын енді мен? Не айтып жатырмын? Тоқта, мына орыс қой мынаған бірзат түсіндірейік. Сөйлемей тұр ғой бағанадан бері. Енді, Вася, ну курсе открылся новый Мега, гипермаркет, это просто первый днем не работал эскалатор. Обидно, это халтура это. Мега ашылды ғой айтпейсің ба бұлар? Мынау орысша білмейді да мынау. Ташкенттен келіп тұр. Қалай білмеймін? Білемін ғой. Ташкентте тұремін ғой, білемін. Отлично білемін ғой. Сен Ташкенттің баласысың ба? Мынау Ташкенттің түрді қарама. Ташкенттің баласының түріне сойма мынау. Кәріс көзді қарама, көз. Кәріс. Қап қара мынау. Ташкенттің баласын сойма мынау. Мен соймам ғой Ташкенттің баласын. Сен білесің бе қай жердің баласысың? Сен Шымбайдың, Шағаман Сапқозының, Қазақ Дария деген сол дарияның бойында қой бағып жүрген Өсербайсың ғой сен. Қойлар қаяқта? Дарияның бойында? Айттым ғой Шымбайдың баласы. Мына түрді қара. Мынау Ташкенттің баласын сойма мынау. Көзді қара мына, кәріс. Сен ағайның ба деймін, Қара, шашты қара, жуылмаған, тікіріп қала мына. Мойын кір, қол кір. Төмен түсіп бараттан ғой. Яш. Ташкенттің баласын сойма мынау. Сен қаяқтың баласың білесің бе? Сен Тақтакөпірдің, Дауқара Сапқозының, Қаратерең деген көлдің бойында балық ұстап жүрген Құдай бергенсің ғой сен. Неме дуасыз, мен Ташкентлімін. Не дейді ол саған, Айттым ғой мынау Шымбайдың баласы. Ойнадыңыз ба басында? Зарубежный ойнадық. Зарубежный ойын дегенге, әр кәсіптің иесі әрқилы ойнайтын жігіттер. Қандай? Мысалы, футболда вратарда тұратын вратарлар. Қара, мынандай ойнайды, қара. Ал енді банкте істейтін банкерлер мынандай ойнайды. Ойыны бұл пақ-пақ, қыздырады байрамы. Енді айырым бастықтар қайтып ойнайды білесің бе? Мынандай ойнайды мен. Енді құрметті кісілер, біздің ауылымызға 35 миллион пұл түсті ғой. Енді сол пұлдың бәріге асфальт құрамыз. Болмайды. Аламыз оны бақша құрамыз, бақша. Бақша жоқ па? Хорошо, yolды біз бақшaya тартамыз ғой. Мектеп құру керек, мектеп. Мектеп? Бақша атмен, вожатый, мектеп құру бар. Али аға, ол ойнап тұрған жоқ па? Нормально ойнап жатыр, мына ақша мына жаққа батыр, мына ақша мына жаққа батыр, жақсы ойнап жатыр.
Demak, Toshkentdan Nukusga birinchi marta komissiya bo'lib emas, mehmon bo'lib kelgan toshkentliklar biz ketdik. Ne açılmaydı bu? Açılmaydı. Site pişak ben açmıyoruz. Demek bizlerde birinci tostu kim aytadi? Tostu jur. Ko'ramiz bizlerde birinchi ko'rinish tang azanda erta basliqning kabinetinde bo'lgan voqea. Savle. 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 Vay Savle. Savle dur katılım ki vatan ne istiyorsun? Al bir menen ekinin arasını sütpaymiz. Ko'ramiz bizlerde avul temasi. Avulda Malqoraning ishinde, mana qarnında qidig'i juda kuchli siyirdan ko'riniz. Uzur. Ну, ладно, давай. Брат, мына ақшаны алыңды магазиндан ұста келе салың. Tamada kim edi aylандырып atқан жа. Көреміз біздерде шопанынан juda қорқатқан қой. Ша. От бе жаққа, қайшы. Қайт, от бе. Шопан кеп отыр ғой, бә. Al bizlerde енді тымпый. Көреміз Корея сериалларын көп көретұғын шаңырақтан көрініс. Шибиға. Сәмиға әлеге алай. Шибиға. Опа! Kendimiz tıkılmayın somunu tutun değil. Опа! Ne diyorsun ya? Mısır'da tasdap gelin de vatır. Toylarda bilesizler ılaq oyunu ötküzüledi. Көреміз ылaq oyunda болған вақия. Тоқта sen ye. Ne istiyorsun nereye ki? Şık. Ayağın altına kır. Şık. Bahar mavsumi ko'p zatqa ta'sir etadi. Ko'ramiz, bahar mavsumida itlar sezimga berilsa qanday bo'ladi ekan. Bo'lmaydi. Chiqitim baru. Aniu. Al endi göremiz massajxonada bo'lgan voqea. Assalomu alaykum. Kel. Massajistka, massajistsiz mi? Massajistman. Jataver. İstep qo'yma, jataver. Ne qilib qo'y? Men jatsang massaj istayman men endi. Kel, xo'sh kelibsiz. Rahmat. Yaxshi. Oho. Massaj. Qanday massaj qilay aytbash? Klassическийmi? Klassический. Jinsiy qilaymi deydi. Yaxshi. Sportмен shug'ullanasizmi deyman, ha? Qaqdan bilding? Mana terning chiqib turdi, mana jumbaysizmi? Yaxshi. To'xta, звонок kelyapti. Hozir bilmayman. Bir qo'lda istep turaman. Alo. Megadan ket. Megadan to'g'ri jur. To'g'ri jur. Kristal. Shu yerda tus. O'ngga qayr. Yo'q, asınıp gidiyor, otur qanday. Oraylıqqa barım керек пе? O son aytпайсам бағанадан бері. Мына жолдың мына өт, өтсеш. Машин көп пе? Машин көп кристалдың астында тұрсам ба? Онда артқа астен қайт сөйтіп астен. Туннелге түспесін, туннелге.
Ko'ramiz, stomatologlar, tish shifokorlari ko'chada bir-biri bilan qalay yereksib qoladi ekan. Bo'ldi. Хорошо, ketyapman. Oy be! Sen ne zorsun beni? Berke. Sen zorsun be? Ağzında aşağı. Sen akılsın var beni. Ben ağamda bol akıl, sen zorsun beni. Yereksip. Ne vuruluk yapmadın? Ko'ramiz, juda maqtanchoq mug'allim tungi klub, ya'ni diskotekada yuribdi. Ular bizning tungi klub bo'ladi. Mana stolda o'zim olib kelganman. Dubaydanmi? Dubaydan olib kelganman, Dubaydan. Mana svetlerni ko'rdingmi? Svetlerni Amerikadan olib kelganman. Mana trubani ko'rdingmi? Trubami? Ha? So ana o'ynayotgan qizni ko'rdingmi, aslib? So bizning o'quvchi bo'ladi. Seriozno. Al endi internet tarmoqlarida, televizorlarda ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak, fontanlar, chet ellarda fontanlar muzikaga o'ynaydi. Ko'ramiz, Yevropaning fontanlari qaytib muzikaga o'ynaydi ekan. Al endi Birlashgan Arab Amirligi Dubayda fontanlar qaytib o'ynaydi ekan. Endi o'zimizning Qoraqalpoqda Nukusda fontanlar qayta o'ynaydi ekan. Brat, fontanın üstüne oturup alpsın, anayaqqa barında bar. O'zim aytdim nega ağzımızdan su chiqib deb tur. Rahmet. Rahmet azizlar. Rahmet. Hurmatli bugungi konsertimizning mehmonlari. Hazillarimiz so'ngida men bir gap aytacaqman. Men Toshkentda yurganda o'zim Qoraqalpoqning yigitiman. Manalar men qo'shilib kuyim o'ynayman, qivizda o'ynayman. Men Toshkentda yurgan kezimda bularga aytib edim. Baqaqa show yigitlari bizlarga konsertdan chaqirib atır, so'larga borib o'ynab qaytay konsertda desam, ular bizlar Qoraqalpoqni bilmaymiz. Qoraqalpoq qanday xalq? Bizlar tilini ham tushunmaymiz deb aytib edi. Sonda men bularga Qoraqalpoq xalqini ikki og'iz so'z bilan tushundirdim. Qoraqalpoq xalqi chetdan kelgan mehmonni o'zining hurmati bilan, izzati bilan, qonaqjoyligi bilan, al yigitleri bo'lsa ar-namusi bilan, al qizlari bo'lsa ibesi nazi bilan boshqa yerlardan ajralib turadi deb tushundirdim. Endi shunday tinch xalqimizda yaxshi bir жаңалық, Baqaqa show atlı жаңа komediya teatri ochilib atır ekan. Usu teatrga vaqtingizni ajratib kelib turgan uchun sizlardan minnatdormiz. Rahmat, sizlar bilan o'zim va muxlislarning jonli rohati uchun sahnada o'ynaydigan jamoa Yangi yulduzlar jamoasi. Oradan qancha yil o'tsa ming fasllar, hazillar ulashib charchamas. Barchaning qalbidan joy olgan bu o'yin, quvnoqlar, zukkolar olami. Bugun esa sahnada sizlar uchun yangi yulduz porlaydi kecha kunduz, kelajagi buyuk muxlisi bilan. Yangi yulduz porlaydi kecha kunduz, kelajagi buyuk muxlisi bilan. Yangi yulduz Sırlı nazir ko'zning xumari yanlı, jan dünyamda birermen yüzügü yanlı. Canım şirin sözden kurbanı yanlı, misli yıldız gibi güllenir yarım. Gülüm gülüm gerişte gülüm, gülüm gülüm yüzüm gülüm gülüm.
Şım mehirge tola Güller gözlerim Adulip Kaseller abaylar meni Gülüm gülüm Perişte gülüm 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 Yüzüm gülüm 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 Perişte gülüm 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 Eh yüzüm gülüm 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 Perişte gülüm 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 Yüzüm gülüm 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 Perişte gülüm 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 Eh yüzüm gülüm Intermedia hayvanlardan balık avı. Bay 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 bay. Bay 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 bay. Balık var mı ki ay? Al bir öyle bulcada balık yok deydi. Al bir öyle kara terinde var deydi. Bek yaptın balıkları zım deydi. Ezek içtin balıkları dım deydi. Belamorlar oyna batır deydi. Karasları şapşıp jüpte deydi.
Жылан балық көрініп жүр дейді. Allah қалар көрінбейді дейді. Ал біздің жоралар қайда? Бұзба, жібер. Қалай? Қалай? Не үштің? Қошқан мекен, қой мекен ойнап жүрме десем бе? Айтпақшы кеген жасы болды ғой. Біздің қарыз қашан бересің? Қайсы дейді о, кешігер таған қарызын қашан бересің? Не? Не деп тұрсың? Апаңа апарып бердім о қашан деймін. Енді апам айтпады ғой оны. Сорап көр. Бачетін шығардың бұранға не? Таспаға қақта енді. Білмеймін, бары бір сағат болды айтқаныма. Кеттік деп. 2 күн алдын айтсаң болады оған. 2 күн алдын айтқанды бүгін жетіп келетін еді. Маңлайын құрттың. Болмаса өзіміз ақ делам. Ой, рахмет жігіттер. Рахмет, сау бол. Өзің жүре алмайтын болып қалдың ба не? 2 адам көтек күшті. О, такси ғой. Такси біреу болмайды мен, бір адам болмайды. Қасында подменшігі ғой. Яқшы. Жігіттер міне, енді міне ұшырастық қане. Қармақлар таслайық. Тез тастайық. Қаста. Ей, мына балық тұтуға тасла деп адым саған. Қаста. Мен ысқыра бермеш. Қасасаң? Яқшы. Ысқырсаң балық көп келеді дейді ғой. Бүлік. Ысқырсаң балық келмейді, басқа зат келеді. О? Ана, отырсың қара. Ау. Мынау не? Мынау не? О, қармақты ұмытып кетпейін деп не? Араққа байлап шықтың ба? Ауа, арақты ұмытпайсың, сонан кейін қармаққа байлап шықтың. Осы әдетін бір тауып. Қоймайсың. Сөйтіп іше бер, бір күн тасыңнан айырылып тір жалаңаш қылайын деп тұрсаң ғой. Арақ жақсылыққа алып келеме деймен де. Ішсем мынау тасы ауып кете беретін жар. Ей, сен ішсең алға қарап жүре алмайтын жерсің деп. Яға үстек деп жатсың, жат қыламыз қой біздер деп. Яқшы. Абайла, тоғайда бұлай теріс аударып қап қойып, кіммәр деп жата берме. Деп жат, айланамыз деп. Яқшы қой. Ал жігіттер, міне көптен бері ұшыраспадық. Ал не жаңалық болып атыр, жаңалық айтты. Жаңалық айтты бір? Жаңалықтың көкесі менде қол. Кеше біздің кетекке тағы бір таза бір мәкен келді ал. Яға? Мәкенсең мәкен. Яға? Мини пәр келген. Пәрлері жалтырап тұр. Жемсегі нәмнаған. Сөйтіп дәнге той бағанда. Қораға кіріп еді. Біздің мәкелер қоймады оны. Шоқ тастады оны. Пәрден пәр қамады әзір. Жемсектен жемсек қалған жоқ. Қазай дәм бермейді ғой. Жемсек боламаса. Жемсек боламаса. Сол мәкен дегеннен шығады ау. Кешерді жыртқыш хайуанлармен балыққа бардым мен. Сөйтіп мынаны ұрып, деп қарма күрейіп отырсақ, деп тұттық. Сөйтіп қарасақ, суперін тұтып алдық. Супер. Сұл болады екен, мен ізінде жүрпіз. Жырбаң деп. Сөйтіп? Азанға дейін дискотека ойын, мынаны ұрып өшіп қапсыз қой. Ой, сөйтіп? Сөйтіп қазында үй алған, сәйшеш. Не сүйет ол, не сүйет? Жа супер емес, ит балық екен ғой. Ой. Ей, маңлайын құртпысаң ғой. Ей, ол ешкеп. Міне мына дискотека деп атыр ғой. Кеше біздің қазайының қоңсында той болды. Яға? Ауа. Ей, мына адамдар деген 4-5-тің уақытында қызы деген ғой ойын деген. Яға? Ауа. Аспа. Адамдар деген 4-5-тің уақытында қызы деген. Аспа. Адамдар деген Аспа. Бұдан арты қайтып аспай сөйлейін. Яқ, мынау асықпа деп атыр, қайда болады асық көзім, деді ме? Мынау асық, мынау ауа. Солай ма? Әбен енді сөйлеп атқан уақытта. Асық, жоқ, асық. Осы, мына адамдар 4-5-тің уақытында қызы деген де. Садан кейін құдағайларыма біреулер шықты ортаға.
Сөйтіп, әмме гілін еркеклер ойнап атыр екен. Мен де жіпті үздімде ортасына кіріп ойнап алдым ғой әзет. Қойшы. Лап ұрат дегенге ұрдың сен. О, адамдар ойнап атыпты. Мал кіріп кетсе, о, қалай болды? Патрат ба? Шығар жібереді мал. Ешқандай патрат болған жоқ. О, көз жерде малда айырлайын деп тұрған жоқ. Мынаны шипап өздері мал болып қалған ғой. О, қайта біреуге тартып жүр қолымнан ортаға келіп. Ей, сонда да мен қазайынге беш кетемен де. Неге? Біздің қазайын мені ойлап жүреді ғой. Жұмыстан келе сала, мына балаларына айтады. Ей, ана балға су бердің бе, от бердің бе дейді. Енді сәл бір ұятлау жері, қоңсызда той болса да, қоңсы үйіне барса да, біздің малға жейтін есет жоқ па? Біздің малға жейтін есет жоқ па дей береді. Ау, ашқа сағам сораман қоңсыздан деп атырман ғой сонша. Ай, жақсы. Ана үйдегі пышықларға бір хәуесі келеді де мен. Неге? Олар деген қашан қарама жатады. Не? Не жүр? Айта берсе? Қашан қарама жатады тұрады. Я бір жұмыс істемейді. Ыссы жер болса болғаны. Тоғыры. Я бір тамағым деп жүрген пышықларға олар. Тек тамақ болса болды. Қошқар. Ай, бес тастап отпа. Яғай, ондай бес емес, аза жақпан мен, аза жақпан. Неге? Ол ерде алдымызда ораза байрам, қайт байрам келді, семіз болсаң шыт қылып жібереді оған. Мал сенім аз семіздерді қойып атқан жоқ. Сен шақында біле, біреу төме, біреу жоғарда. Бүйтіп айланып атыр бейт. Мұнанғы түп түзу болып тұр ғой деп. Енді кішкентай уақытта біздер деп шақты қайра бергеніміз сосын өсінде қалды. Яқшы, қой мен кеттім. Қой мен кеттім деймен. Сен кете берсеш. Кете бер. Кет. Вообще ма? Осы қошқарларда бір вообще тәртіп жоқ. Мен қораз саған сұрауым бар да. Сіздердің мәкелеріңіз не? Бірімді екі туғанға 10 шама бақырады. Соған сонша бақыру шәрт бе? Қолынан кесі бақырма. Біздерге маңсат емес. Анам, мәйекердігі өтпей қалды әзірдігі. Неге? Базарда біздер конкурент тап болды. Қандай? Қолдың мәйегі деген шыққан ғой. Барып сұрасаң, қолдың мәйегі дейді. Ол ешкеп? Қолдың сүті дегенем шыққан. Ауға? Сомен жігіттер ойлап тұрман сол. Әм сүт беретін, әм мәйек туатығын. Қол деген хайуан пайда болған ау. Солай ма дедің? Мына адамлардың да ойлап таппайтын зат жоқ. Түрлі бәлен ойлап тауады, түрлі бәлен. Ол таспақы заряшник ойлап тауға. Сөйт, батареяны тығат, сөйт заряд амай қалды, астен алады кен дейді. Өз таспақы заряшник болса, астен алады да. Ауады? Қоян заряшник ойлап тау. Қоян заряшник. Қоян заряшник ойлап тау деймен да. Дұрыс қой, қоян тез береді ғой. Не қылады? Қоян тез береді ғой заряд. Тұрпи толдырып тастайды. Тоғры, молодец. Тез толады. Енді жігіттер, мына кеуіл кәпиятын көтеріліп баратыр да. Бір қосық айт берейін ясың. Айтқаны. Бір қосық айт, бір малын шығарып жіберсін бір. Айтқаны. Дал қылады ғой мынау. Ішсе де, ішпесе де жылай беретін адамдан мынау. Малын шығарады да бұл. Қосықты емес, тасбақасын шығарып тұр қосық. Не болды? Не болды? Мұхаббат дегенге мұхаббатым ядыма түсіп кетті. О, кеше қоян жүгіріп өтіп кетті. Үстіне мыңмен жетіп алдым ғой жаңағыны. Қоя ғой. Мыңмен деген сен айтпай қой. Қарекеңіз қой, асырмаса ойлаймыз қой. Айта берейік та, сөйт жетіп алып, қолына ұстап тұрып. Қоян жүрейік деген. Яқсы астын жүресің деп мен тастап кетті. Содан кейін екен ғой, 5-6 күн ішіп далада қақ қойған. Айтып отыр ғой айбалар. Далда қағам одан емес. Одан неден? Басымда әреген шақырып алды. Сөйтіп? Басым үсіп кетті. Сөйтіп мұна үйге сыймай қалды қонда. Тесікті екен қонаның. Басың үсіп кетті, тасыңа сыймай қалдың десе? Үйім сұсы қойын. Қоңсы иттер ғой, мына қажайынның итіне кеп отырды. Нашар ғой. Сен қажайынның ит нашар ма? Нашар ма? Ақуалы нашар. Сөйтесе? Соны хабарлайын деп келген да. Сол бір итлерге тым бір түсінмеймен ей. Қызымен жүргендері тым қолайсыз сұлардың. Шығады да, бәрі ұрыс болады, бір-біріне теріс қарап тұрады. Біреу міне қатартады, біреу міне қатартады. Бір ауыз бірсілікте жасабан білмейді да болар. Білмеймен, нені келе салмайды. Барып қоя қойын деп айырайын десең араласпа дейді. Вообще бір
Qol eşkap. Keşe. O sir aytdı da özüm hayelim ayt. Amına işim ağır jüptü dedi. Bir uzuyga tushpesem bolmaydı dedi. Dursun. Bo'ldi dedim. Uzuy bo'lsa uzuy dedim. Azında barıp yerte uzuyga tushib qayt deb, azında yerte jibersem, uzuyga tushimmen degan adam videoga tushib ketgan qo'y. Adam bu. Hayvan deb atqanim qo'y endi. Hayvan desang ko'ngilga keladi-da. Dursun, sen qanday hayvonga? Сөйтіп болды патрат, болды жәнжіл. Азында ешкім көрмеген оның бидаяцыға түскенін. Біреу сатып берген. Мен емес ол. Сен деп атпын қоямыш. Негізі арамызда сатқын бар. Мен емес ол. Қойғыш, сен емес. Кешеті жиналыс балыққа кеткенімізден айтып берген қатыларға. Мен емес. Яқшы, сен деп атпын қойғыш. Сөйтіп жаңа сатқының бар ма? Ең көп қолданатын сөзі мен емес деген екен. Мен емес дей береткен. Мен емес! Жаңағы мен емес деген мен емес. Жаңағы сатқын ғой. Сен деп атаған жоқпыз ғой. Анау келді ғой. Ат не болды? Сізге свежий хабарладан кетті ғой. Менде тата екі хабар бар. Жамандамасын. Жаманы ма? Айт. Жаманы хозяин шашу берді. Сол шашуғаны кішкентай болса той жіберді ал. Ой, жас кетті ау біз ау. Кеше құйрығын көтеріп жүгіріп жүрмеді ау. Жақсы. Екіншісін айт, бір жақсысын айт қали береді. Жақсысын айт. Кім айтты менде жақсы хабар бар деп? Екіншісі оданнан өткізген жаман ау. Жаңа кішкентай бұзау, мұнаң бұзау еді. Не ол дейді? Қысаны. Стама, жібер, бөлінге. Қапа болышы жоқ, зор түбей. Рахмет. Енді мен қапа болышы жоқтан қапа емеспен. Енді сонда да бүйтіп әзілеспеу керек та енді. Жүрмейтін жері жоқ. Рахмет, подарка беріп атсыз, рахмет. Подарка емес анау жаңа баспаңыздың терісі растанам сойдық. Қапа болмаң. Неге? Са! Өзіңді бас. Адамдар сондай өзі. Әзілескен шығар. Бірінші апрель ме? Бірінші апрель әзілестің ме? Сондай. Мен мына адамдарға түсінбеймін де. Орысша сөйлеймін не? İşi basa söyleydi onlar oruşça görmesi. İşte söyleydi. Şöyle düşünmeyeyim de. Bizim Koran kasına gelip adat. Kasında balası var. İşi bakan. Balım, korkma. Yendi güzel senin üniversiteye kirgiz hemen. Mal var diye verin bana kadar. Hey adamlar hey. Meni üniversitede tanısı var diye oylayayım ha. Bu düşünmeyeyim mi bunlara hiçbirini? Ağır kasa tavuk sorma değil. Bizler ne? Bıraştın avlatlarınamız var. Son aydaman bu. Bir sistemen sal jata verin şiş. Bize tavuk şup. Ya şaşuğa basmak soyup ne var diyeyim de. O kişilerim nan soyucu versiş mi ne? Turgun bile. Jengil bu konaklar kumda mı? Şaşuğa mı? Ya, men ağır adamlar kan anlamadım. Şaşuğa mı? Sen baktın mı Regin? Sen iki de girgim etsen o bırak. Ulunma karşıma. Vakti var mı? Vakti balası var. Men uluma karşıma so adamlar. Dürüst ko. Köşede mаған қазайын деген айт. Қазайын ол дешке ал. Гана біздер көбейін деп жаңа мәйектердің бәрін бастырайын деп жинап жүрміз ғой. Біздің қатын деп жүрді ғой. Жинап атсам деп мәйектерді алып кетсем, қазайын ашуланып шықты ма? Қатыннан да жеп шықты ма? Келді де мәйегімді бір тепті. Астағфиралла. Ауырған шығар? Көзім алды, жарқ ете қалды. Ауырған шығарды? Ауырмайды. Мен бала шағадан ауырды ғой. Мен бала шағам ғой, шөже болайын деп тұрды, ертең шөже болайын деп тұрды. Сүйгілдеп жүреді бейшаралар. Жарылды да қалды бұл жер. Мейірімсіз, мен де хайран қаламан да. Мен мына қорлам кеттім. Мына қорада жүріп, аттың жұмысын мен істеймін, ешектің жұмысын мен істеймін, әмме жұмысты мен істеймін де. Қашанға дейін мен істей беремін, қорлам кеттім мен. Қорлансаң, мына хайуанларды қорғау агенттігіне үстіне жаз жібер. Жаз жібер. Әлегің қаған жаз. Және мен жазатын біліп қойса. Ана сиыр жазалады екен деп. Бұға дерең жұмысын маған тапсыр десең не қыламан? Болды ғой. Бұяқта бар екен. Бұлардың қолынан түрлі бәле келеді. Түрлі бәле келеді. Татты. Қайқа кеттің ау? Ап қайт бар. Ошып жүрма. Қашмасың ә? Міне. Алтын балық қой мынау. Алтын балық. Мен алтын балықпан. Біліп тұрмын сен. 3 тілегіңді орылайман. Тілегіңді. Мұнауын қосышыма дейін панаграмма айтты. Айт, тілегіңді айтсен. Тілек ба?
О, машинаны бақап деймін. Оны не қыламыз? Сен айда алмайсың, хозяйның айдайды ғой. Итеріп жүреміз ғой. Маңлаң, жарса, оның орнына адамларға тілейік. Өзің тілеймін онда, сен неге мен тілеймін. Мен тілеймін бе? Онда бірінші жоп мен тілеймін. Қане? Мен дүния жүзіндегі барлық адамларға мехір тілеймін. Неге? Неге мехір тілейсің? Себебі, кішкене балаларын көшеге таслап кетіп жатыр дегенді естік. Қартайғанда ата-аналарын таслап кетіп жатыр дегенді естік. Ешбір адамның көшеге бір сумға ақшаны таслап кетті дегенді естіпедік. Дұрыс. Егер адамларда мехір күшлі болса, бір-біріне деген мехір күшлі болса, баласын ешқашан таслап кетпес еді. Қартайғанда ата-анасын таслап кетпес еді. Өмірлерінің ақырына дейін біргелікте бақытлы тұрмыс кешірер еді деймін де. Тур емес пе? Туры ғой. Тур ма? Енді туры бол. Енді сен тіле. Мен тілер едім, адамларда егізілдік болмаса дедім. Неге? Егізілдік өтпейтін болып қалды, мұңлық жақсы ғой. Тұрыста бір тілек тілейін жарысың. Сен тіле. Ой, жоқ қылманы. Ой, значит, ішкі жерде ит балқынау ғой. Біз дәрдіміз айып жүрміз ау, ұятын айтшы шендізер. Мына тұмсық екен ғой, бір көрген шамын. Бір зат айты жақшар десем? Қайда бір зат көрініп тұр, мына тұмсық деген ебам. Үшет береді екен. Бұл жерде көріп тұра бермейік. Бүгін балық жоқ. Не қыламыз? Әзім бұл балық құрдаққа барып, балық жек шеш бар. Қандай болады? Кеттік бе? Кеттік. Бахаха шоу жігітлер сахнада. Бахаха, хей, бахаха. Интернетте сәлемдеп тынышлық бермейсің сен, сылтау тауып бәнелеп шақырсам келмейсің сен, көрсетпейсің өзіңді, неге дұрыс суретің жоқ, пайда етіп сезімді, ойымды сүйредің көп. Айырмай жүрегімді, күннен күнге ұнайсың, жасырып айтамай көргеніңді, сабырымды сынайсың. Айырмай жүрегімді, күннен күнге ұнайсың, жасырып айтамай көргеніңді, сабырымды сынайсың. Har günümde senelep baylanamam sözüne, mağan kunde selimdep üretip sen özüne, yüzün gözün bimalem tanыс емес davısın, жасырмастан айт бәрін WhatsApp'тағы танысың. Айырмай жүрегімді, күннен күнге ұнайсың, жасырып айтамай көргеніңді, сабырымды сынайсың. Айырмай жүрегімді, күннен күнге ұнайсың, жасырып айтамай көргеніңді, сабырымды сынайсың. Ассаламу алейкум.
түні қиялдан тек бір сенлік ой кетпес. Саған болған сезімдер қалбымнен еш уақ өшпес. Арманыма айланба жаным, сен кел маған. Айың болып ақшам, құмай көзіңе бақсам, әм жаныңа мен ұшсам жаным. Сенбесең сора, жүрегімнен сора. Гүлім, гүлім, тек сенедер қалбымның сен. Жалғыз иесі, сенбесең сора, жүрегімнен сора. Gülüm gülüm tek senedir kalbimden sen Жалғыз иесі Қызық мінез қылғалы жаным алыслап кетпе Сені сүйеме текте жаным мақұлзар кетпе Еркен азы бейпаруа менің жанымнан өтпе Арманыма айланба жаным сен кел маған Айың болып ақшам құмай көзіңе бақсам Әм жаныңа мен ұшсам жаным Сенбесең сора, жүрегімнен сора Gülüm gülüm tek senedir kalbimden sen Жалғыз иесі сенбесең сора Жүрегімнен сора Gülüm gülüm tek senedir kalbimden sen Жалғыз иесі Sенбесең сора, жүрегімнен сора Gülüm gülüm tek senedir kalbimden sen Жалғыз иесі сенбесең сора Жүрегімнен сора Gülüm gülüm tek senedir kalbimden sen Жалғыз иесі Рахмет. Қосқышлар микрофон шығар. Қосқышлар мынау. Рашид Насиров, достымызға шапалақ. Жастарымыз. Рахмет. Сәлем бар, ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі концертімізге келген меймандар. Міне достарымыз, бағадырлердің концертіме шын жүрегімен құттықтаймын. Ілгері жұмыстарыңызға табыстар, елде халықтың назарынан түспегейсіз, алғыс алып жүре бергейсіз. Рахмет. Інім негіз екеуі мен. Сау болың. Рахмет. Оғар ма? Бұзыт беретін шығар десем жүрек болсын. Әммес құр келе бетті ғой. Ал, бұны Насиринің жоқ. Насиринің ола ма? Ешкім гүл бермейді. Енгенде енді сора бала жатсам ба? Мен 5 гүлге ақша бермем да? Беремен деп жоқ. Со гүл беретілі билет алып отырған шығарды. Әне, түсімді алып келдір, әне. Бер ау. Оғым, үйрушімен кетті. Рахмет, тойларыңызға. Қанша екен мұны, өсеп тұтамы шығар еді? Рахмет айтамыз әзілер. Неге қойып тұрайық енді гүлдеріңізді. Аптырым, қапталдағылар. Рахмет. Ал, олай болса, онда Бақтияр қақта, Бақтияр көрмейді. Бақтияр баласын жатқарып жатыр. Жаңа үйдің соңына айтты. Онда сүннет тойға барады екенбіз ғой, қана баласы ішікпеген жатпай жатқан патырат шығар. Олай болса, енді Бақтияр келемен дегенше, осы келіп отқан тамаша көйлерге бір азғана қысқа күлкілі қатарларды нәметейік. Тур ма? Туры. Олай болса, енді мархамат азизлер, алдыларыңызда больницадан көрініс. Мархамат, тамашалаймыз. Ассалаумағалейкум, доктор. Уағалейкум салам. Келдіңіз ба? Келдік, доктор. Анализдер шықты ма? Шықты. Енді мына жаман хабарым бар саған екеуі. Біріншісін айта берің, доктор. Біріншісін да, яқшы енді. Ешкім жоқ қой. Мен көп негіз бірашылар айта бермейді. Сіздің 3 күн өміріңіз қалды ал. 3 күн өміріңіз? Ешкеп, мен таярман. Ағайлерге айтып қоймын ғой, әммесіне қоштасамыз ғой, ешкеп. Екінші жаман хабарыңызды айтың. Екіншісі, не бір 2 күнде мен телефондамайсың, айтайын.
Marhamat, endi жаңа түскен келінге енесі ақыл үйретіп жатыр. Тамашалаймыз әзір, мархамат. Ері шақыртқан екенсіз. Шақырмай не қыламын? Бермен кел. Неге кел? Мені тыңла, мені тыңла. Сен менің атымды айтуыма болмайды. Айтпаймын. Айтпайсың. Қайнатаңның атын айтуға болмайды. Айтпайсың. Бекешіңнің атын айтуға болмайды. Қайынлерінің атын айтуға болмайды. Түсіндің бе? Болды. Құдайға шүкір. Мен осы шаңырға түскеніме, осы шаңырға келін болып түскеніме 40 жыл болды. Елеге дейін мен енемнің атын Гүлзар деп айтып көрмедім. Қайнатамның атын Базарбай деп айтып көрмедім. Ей, ана қайнымды Шурик деп айтып көрмедім. Ана бекешімді, ей, Бибіназ деп айтып көрмедім. Сіз бәрін айтып болсыз. Ешкім жоқ айта бересің, не аласың? Мархамат, давам етіреміз. Енді әзіздер, алдыларыңызда ұстаз шәкірттен көрініс. Мархамат. Ұстаз шәкірттен сорады. Сораған бері қойыншы мен. Marhamat, davam ettiremiz әзір. Енді алдыларыңызда банктен көрініс. Мархамат, банкіден көрініс. Тамашалаймыз. Кемпір ке. Қартайғанда есіңге дейін деп тұр. Ассаламу алейкум. Ал, мына кемпір екеумізге кредит бер. 100 миллион кредит алу келді. Көрмай кемпір. Аға, жасыңыз нешеде? Жасым, мен 80-де. Сізге? 65-те. Кешіресіз. 60-та өткеннен кейін жас ағаларға не бере алмаймыз біздер. Неге? Бере алмаймыз. Неге? Енді ар жағында гарантия жоқ. Ей, ау, мен болмасам кемпір төлейді ғой, я? Ағаш, мен сенен бұрын кетейін деп отпан ғой. Енді бір-біріңізді ойлаймыз. Соны 40 жыл алдын айтсаң болады ғой. Ай, яш. Ау, бізге бермейсен бе? Я, бере алмаймын. Әз жас балаларға бере алмаймын. Ажаға банк бе? Бақтияр інім қалай сән дейсің? Кредит не болды? Болды, бітті сізге. Барасыз да, кассадан алып кете бересіз. 100 миллион. Рахмет, сау болың. Міне осындай жас жігітлерге бере аламыз біздер. Осындай жас жігітлер. Бұл жас жігітлерге. Ой, арабалан кредитін аласыз баған. Marhamat, davam ettiremiz. Aldlarınızda bana 1 aprelde hazillesüge bulmaydı azizler. Abaylap hazillesin. Marhamat, 1 apreldeki hazilden көрініс. Tamашалаймыз. Kız қоланда ya. Жаным, мен саған бір зат айтуым керек. Айт. Мен саған қиянат етем. Мен де қиянат еттім. 1 апрель. Бізге 10 июнь. Әлбетте әзіздер, бұның бәрі hazil әзіздер. Құрметлі тамаша көйлер, бүгінгі біздер ұсындай концертті беру үшін 2010 жыл со институт дәргайына барғалы бері әрман етіп жүрдік әзіздер. Міне 9 жыллық әрманымызға бүгін осы 3 бақа ерсік деп ойлаймыз әзіздер. Егер бүгінгі сіздерде әзиз мейманларға көрсетіп атқан осы күлкілеріміз ұнаған болса, сіздердің кеулеріңізден шыққан болсақ, келесі концертлерге режелеріміз бар әзіздер. Бүгінгі концерт бағдарламасын біздерде шөкемлестіруге жәрдем берген бәрше атап өткен қауендерлеріміз, ағаларымыз, адыларымызда аман болсын. Агролайф Квен командаш жігіттеріне бір шапала ұрамыз әзіздердің. Міне, осы Бахадырдың шагіртлері, осы жерде міне Жасур достымызға рахмет. Бүгінгі міне камераларды әкеп, біздерді ертең со телевизияларға шығаратыны. Рахмет достымызға. Рахмет. Әмде бүгінгі міне концерттің режиссері Икрам Абдыкаликовке, біздің продюсеріміз Берда Қалыбеклер. Келеміз ортамызға ағаларымызды. Ортамызға міне детіп, бір сіздердің шабалақларыңыз болсын әзір. Көрсін, кім екенде ойланып отыр. Ортамызға келің, бір көрсін енді. Бір шабалақ көрсін. Звездоку десем мейлі, келін. Рахмет Икрам. Осы жігітімізге міне біздің продюсер. Берда Қалыбеков ағамыз қайда міне? Ағамыз қайда? Біздерге басың жігіттер, қорқпаң, алға басың деген. Квен шоу топарындағы міне. Берда Қалыбеков. Рахмет. Ұстазымыз. Сау болың, аман болың. Олай болса енді әзіздер, құрметті меймандар, бағана айтып өткеніміздей, ешкім орнымыздан тұрып кетпей, біргелікте сіздерменен ең соңғы қосығымызды біргелікте атқастақ әзіздер. Қане, шабалақлар болсын!
Жаңалықлар жаңлай берсін, жақсылықлар шыңлай берсін, халқым барға тойлай берсін, нұр жайлаған заманда. Көңілге ұш жайлай берсін, бақыт құсы сайрай берсін, бақақа шоу күлкілерін тек сіздерге сыйлай берсін. Келін достар, күлің достар, ғарисіз бұл еркі заманда. Бақақа шоу қызметіңіздеміз, күліп жасаңда. Келін достар, күлің достар, ғарисіз бұл еркі заманда. Бақақа шоу қызметіңіздеміз, күліп жасаңда. Еркін заман, ашық аспан, бақыт бағы тілі дастан, әзірлерден кеуіл қошлар, нұр жайнаған заманда. Кеуілге ұш жайлай берсін, бақыт құсы сайрай берсін, бақақа шоу күлкілерін тек сіздерге сыйлай берсін. Келін достар, күлің достар, ғарисіз бұл еркі заманда. Бақақа шоу қызметіңіздеміз, күліп жасаңда. Келін достар, күлің достар, ғарисіз бұл еркі заманда. Бақақа шоу қызметіңіздеміз, күліп жасаңда. Görüşkенше, hoş, sağ, salamat bolыңlar. Мінеки достар, өзіңіз көріп тамашаңызда Жастар ТВ телеканалына ұзақласпайын дегеніміз сондай уақытлар жетіп келді. Демек, қазір Бақақа шоу жігітлер топары өзінің онлайн күлкі концерт бағдарламасын жұмақлады. Келіңіздер, концерт қалай болған ақан сізбенен біргелікте тамашалаймыз. Кеттік. Жастар ТВ телеканалы бүгінгі Бақақа шоу жігітлер топары, яғни онлайн күлкі концерт бағдарламасын жұмақлап атырсыз. Концерт хақында жігітлеріңізге, өзің Бақақа шоу топарына өзіңіздің жақсы тілектеріңіз. Мархамат берді аға. Аббас, бұл концертке қанша қиыншылықтар болды, тайлықлар болды, түнлерді түн демей, күндерді күн демей тайлықлар болды. Енді дұрысын айту керек. Бұл концерт көз сүймесін, ауызбір шектесін енді. Соның үшінде концерт жақсы өтті деп ойлаймын. Халқымызды осындай театрда қосушыларымыздың концерті бола ма, юмор сатира жігіттеріміздің концерті бола ма, театрға келіп, барлық искусство мәдениет қызметкерлерін қолдап қуатлап тұруларды өтініш қыламын. Бақақа шоу жігітлерінің тұңғыш концерті құтылы болсын. Бұл концертке жігітлерімізге, шәкіртлерімізге продюсерлік қылып, бұл жігітлер қорықпан концерт сілеуіңіз керек. Халыққа сонда көзіміздің күлкіңізді әнәм етуіңіз керек деп, туырсы өзімнің дәлдемді бердім. Мен бұндан жүдей қуаныштымын. Үш бақадырге тек қана алға, әумет яр болсын. Бақақа шоу топары әлайым күлкісі дүниесіне танылып тілегілесті. Әлбетте, сіздің өртесі жұмыстарына тасын табысылар дейміз. Жастар ТВ телеканалына ұзақласпаң. Демек, біз камера кеттік. Ассалаумағалейкум. Және қазір Бақақа шоу топарындағы Бақадыр Құтылмұратовты біз сахнада ұстап алдық. Кейпият қандай? Концертті міне жұмақлап алдық. Кейпият қандай? Кейпият
1200 ұлма көп менікі. Рахмет, әме қасметлерімізге рахметлер дейміз. Бұна қорқып едік расстанамыз деп, келмей қалама деп, бұна жүректеріміз шеукіл деп. Рахмет дейміз әмеге. Бұда қалесе бұдан да жақсы концертлер беруге тырысамыз. Сондай қолдап қуатласаңыз біз көркем өнер дөретушіліктері және де алға ұмтылуге ұмтыламыз. Рахмет. Бақадыр сіздің дөретушілік жұмыстарын табыстар дейміз. Жастар ТВ телеканалында сізде бүгінгі концерт бағдарламасы менен бүгінгі концерт бағдарламасы осындай өткізуіне жақынан жәрдемеген Жастар ТВ телеканалы. Біз кеттік. Ассалаумағалейкум, Жастар ТВ телеканалы. Келің, Бақақа шоу жігіттері онлайн күлкі концертін қазір жұмақлап алдыңыз. Кейфиятлар қандай? Кейфиятлар зор. Кейфиятлар зор. Бұншелі дәрежеде бір қуанған жоқ. Әлбетте, менде бір сәл албырау бар. Рахмет бәрше келгендерге. Келесі концертлерімізді ұсындай етіп өткеруге, еледе бір қызықлы бір интермедиа таярлауға уәде береміз. Әммеге рахмет, көп. Рахмет, сіздің де дөретушілік жұмыстарының тасын табыстар дейміз. Әлбетте, сізден келешекте бұнан да әжейіп, бұнан да зор концерт бағдарламасын күтіп қаламыз. Рахмет, Жастар ТВ-ға рахмет. Ассалаумағалейкум, Жастар ТВ телеканалынан міне сіз әзірде Бақақа шоу топарындағы ағзасысыз, Бақсар әбденімден. Келің, Жастар ТВ телеканалына өзіңіздің бүгін концерт қалай өтті, сол хақында екі ауыз өзіңіздің жақсы тілектеріңіз. Концерт енді қалай өтіп, халық бақасын берді. Сол өздеріңіз көріп, ертең айту, запись телевизордан берілсе, несіп етсе, Құда қалесе, сол көресіз. Сол қалай өтті, сол кезде көресіз. Рахмет. Сіздің де дөретушілік жұмыстарына табыстар дейміз. Сізден ендігі жылы несіп етсе, әлбетте бұл концерттің арасынсы өтпай, әлбетте сізден жақсы, бұндан да зор концерт бағдарламасы күтіп қаламыз. Бақақа шоуға Ахмет. Рахмет. Демек, Жастар ТВ телеканалы біз кеттік. Бұл жерде концерт бағдарламасының жақсы өтуіне жақын үлесіп Икрам Абдыкалиев. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум, байрамыңызбенен. Бүгінгі концерт бағдарламасы Бақақа шоу топары жігіттерінің атқарындағы онлайн күлкі концерт бағдарламасы қалай өтті сіздіңше? Концерт енді оны ықыласпентлер пікір білдіреді. Біз қолымыздан келгенше сол ықыласпентлердің кеуінен шығатын Қарақалпақтың хақиқи күлкілерін, хақиқи жастардың арасында ұшырасып отырған қызықты оқиғаларды сахнада бөлттіріп беруге әрекет еттік. Меніңше бір жаман концерт болмады деп ойлаймын. Енді бүгін емес, ертең, әрі күні уже социал тармақтарда бұл хақында пікірлер болады. Біз жастардың пікірін сол арқылы анықтап, кейін концерттерді анализдеп, или де бір жақсы концерт беріп үміттеміз. Главный сол Жастар телеканалына рахмет, сол концертті бізге шығарып берген. Рахмет. Концерттің сыпаты хақында айтатын болсақ, туысы әркім өзінің жұмысын істеу керек. Біз продюсерлік қылып өзіміздің жұмысын істедік. Икрам сахналық режиссер сондай жақсы дәрежеде орындады. Әлбетте бұның барлығы ауызбіршіліктің арқасында, оны да айтып өтуім керек. Бүгін концертте өзінің қол көмегін жәрдем берген Қарақалпақстан Республикасы мәдениет министрлігіне, Өзбек концерт мемлекеттік мекемесі Қарақалпақстан бөліміне, Бердіқатында Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театр администрациясына, жамаатіне, осы сахнада барлық, осы Бақақа шоуды қолдап қуатлаған барлық инсандарға Нүкіс ФМ радиосы һәм Жастар ТВ телеканалына да өзіміздің шексіз міннәтдаршылығымызды білдіреміз. Біз тоқтамаймыз, халқымызға осындай жақсы концертлерді інәм етуді Құда қаласа күш қайратымызды жігерімізді аямаймыз. Әлбетте. Кейін концерт Байрам Пердебаевтың. Старт алды. Демек, бұл жерде қазірде айтылып жатыр. Байрам Пердебаевтың жеке концерті болады екен. Бұл хақында қазір ғана естіп қалдық. Несіп етсе Жастар ТВ телеканалында күтіп қаламыз. Дөретушілік жұмыстарда әлбетте. Дөретушілік жұмыстарда тасқын табыстар дейміз. Сіздерде ажайып концерттерді күтіп қаламыз. Демек, Жастар ТВ телеканалын тамашалаудан еш те ұзақласпаң. Жастар ТВ телеканалы бұл Жастар бап телеканал. Осыныңменен бүгінгі онлайн күлкі концерт бағдарламасы өз жұмағына жетті. Әзіз достар, Жастар ТВ телеканалынан ұзақласпаң.